Олар мәселені қаланың жылы жертөлесінде кемір сойылмен шешуге дағдыланған еді. Өздерінің өмірдің нағыз қожайыны сезінетін 20 жастағы жас жігіт бұларға қыруар қарызға батып, ізім ғайым жоғалғанда, олар мысқылдай күліп соңынан аттанды. Тісіне дейін қаруланған рэкеттер тобы жасөспірімді оп-оңай тұсап әкелеміз деп, Алтайдың қалың нуына баса көктеп кірген болатын. Бірақ тас қаланың қатыгездері орны толмас қателік жіберді. 40 градус аязда, мұзды шатқалда қамалған олар адам төзгісіз үреймен қарап тұрды. Түнгі орманнан дәу аю шығып, ал артқы жолда аш қасқырлар үйірі үнсіз кесіп тастаған еді. Табиғаттың нағыз қожайындарына қарсы қаруланған рэкеттердің қандай да бір қауқары қалуы мүмкін бе? Бұл туралы ойларыңызды пікірге қалдыра отырыңыздар. Ал мен бұл зұлматтың қалай басталғанын баяндап берейін. Бастамас бұрын, бізді қай жерден көріп отырғандарыңызды жазыңыз. Бұл біз үшін өте маңызды. 1995 жылдың қарашасы. Ауада арзан жанармай, мен үмітсіздіктің иісі қолқаны қабатын. Алматы қайнап жатты. Ескі заман күйреп, жаңасы әлі дүниеге келмеген өтпелі шақ еді. Қираған империяның орнында жұдырығы мықты, ар ұяты жоқ жауыздар билік құрып тұрды. Уәлихан экономика факультетінің студент еді. Ақылы тасып тұрғанымен өмір көрмеген аңқау болатын. Ол батыстың кітаптарында жазылған нарық заңдары бұл жерде де жүрет деп сенді. Сөйтіп үлкен тәуекелге барды. Сатуға шетелдік қымбат техника алды. Оған кепіл болған адам Қанжар лақабатымен танылған қала базарларының тең жартысын уысында ұстап отырған қылмыстық топтың серкесі еді. Уәлихан бұл істің басынан ақ алдын ала құрылған тұзақ екенін білмеді. Тауар алғашқы түні-ақ қоймадан жым-жылас жоғалды. Серіктесі суға сіңгендей ғайып болды. Ал жас жігіт сағат сайын өсіп жатқан қыруар қарызбен жекпе-жек қалды. Қанжармен кездесу мейрамхананың түнеріңкі жертөлесінде өтті. Ол жерге қымбат темекінің түтіні мен адамдардың сіңіп қалған қорқынышы ұялаған еді. Қанжар дауыс көтермеді. Хрусталь бокалдан ішімдік ұрттап, жай барақат сөйледі. Уәлиханға мұздай суық, мейірімсіз көздермен тесіле қарады. Оның жанарында ашу да, аяушылық та жоқ еді. Кек қатаң есеп қана бар болатын. Қылмыскер оған 48 сағат уақыт берді. Сағат тілі сыртылдап жүре бастады. Жас жігіт бұл ақшаны 10 жыл маңдай терімен жұмыс істесе де таба алмайтынын түсінді. Милицияға бару өз-өзіне қол жұмсаумен тең еді. Өйткені бөлімшенің жартысы осы қанжардың алақанынан жем жеп отырған болатын. Уәлиханның тағдыры қыл үстінде тұрды. Сол түні жалдамалы бөлмесінде қамалған ол шығар жолды шарғырып іздеді. Қалада тығылып қалу мүмкін емес. Қанжардың адамдары әр бұрышта торылдап жүргені анық. Шетелге қашуға құжат та, қаражат та жоқ. Сол кезде оның есіне тас қаланың заңдары жүрмейтін жер бетіндегі жалғыз мекен түсті. Алтайдың түкпірі, қалың орман, ең жақын қаладан жүздеген шақырым қашықта жатқан ұлан ғайыр дала. Ол жақтағы қараусыз қалған қыстауда марқұм әкесінің үлкен ағасы Мұхтар көкесі тұратын. Мұхтар әулет ішінде аты аңызға айналған адам еді. Ол туралы сирек, кек сыбырлап қана айтатын. Жастық шағында мергендіктен халықаралық дәрежедегі спорт шебері болды. Ұлттық құраманың мүшесі, елдің мақтанышы еді. Бірақ кейін бірдеңе үзілді. Қатыгез жиі оны шайнап, түкіріп тастаған еді. Жалған дүниеден көңілі қалған Мұхтар жалғыздықты тамдады. Елден жыраққа кетіп, тақуалық ғұмыр кешті. Орманды кезіп, аңшылықпен күн көрді. Ол табиғаттың тылсымын қала адамы өз үйінің бөлмелерін білгендей жатқа білетін. Уәлихан оны бала кезіндегі сирек кездесулерден ғана еске түсіретін. Бойы сұңғақ, сіңірлі, сұр көздері өңменіңмен өтетіндей қадала қарайтын кісі еді. Ол жүргенде еденге табаны тимейтіндей, дыбыссыз, елесше қозғалатын. Шәкіртақысынан қалған тиын тебенді, жылы киімдері мен ескі құбыланамасын жолдорбаға салып, Уәлихан вокзалға қарай тұра жүгірді. Қолдан қолға өткен пойыздармен, ауыспалы пойыздармен жүрді. Милиция қызметкерлерімен былғары күртеше киген еңгезердей жігіттердің әрбір жанарынан селк етіп қорқып келе жатты. Оған бүкіл ел,
оның қарызы туралы білетіндей көрінді. Қарсы кездескен әрбір адам оны $1 үшін қанжардың қолына ұстатып жіберетіндей сезілді. 5 тәулікке созылған жол азап пен үрейге айналды. Көз ілмей, қара нанмен қоректеніп, вокзал құбырынан су ішті. Пойыз оны тау ішіндегі кішкентай ғана бекетке тастап кеткенде, Уәлихан бір апта ішінде алғаш рет кеудесін кере дем алды. Аязда ауа өкпесін қарып түсті. Бұл жерде мүлдем басқа әлем басталатын. Пейджерлер, қызыл пиджактар мен қалың алтын алқалар жоқ. Таза әлем. Бекеттен Мұхтардың қыстауына дейін ескі ағаш таситын жолмен 30 шақырым жүру керек еді. Бұл жол баяғыда шөп басып, әзер көрінетін соқпаққа айналған болатын. Уәлихан тіседен келетін ерте түскен қарды омбылап, жаяу келе жатты. Қалың орман өзінің сұсымен мысын басты. Ғасырлық алып қарағайлар аспанды жауып, төбеден төніп тұрды. Құлақ тындыратын тыныштық орнаған соншалық, өз жүрегінің дүрсілінен миы шағылатын еді. Қаланың у-шуына үйренген жігіт, бұл жерде өзін табиғат кез келген сәтте жайпап өтетін құм түйіршігіндей сезінді. Екінші күннің кешінде, бойынан күш қуаты толықтай кетіп, аяғы мұзды кесекке айналған шақта, ол көкке ұшқан түтінді байқады. Қатып қалған өзеннің биік жағағасында қыстау орналасқан екен. Мықты қарағайдан қиып салынған үй, монша және қора. Ешқандай қоршау жоқ. Қалың нудың өзі ең мықты қорған еді. Уәлихан есік қағуға әрен шамасы келіп, ағаш босағаға сұлай құлады. Есік сықыр етпестен лезде ашылды. Босағада Мұхтар тұрды. 50-ді еңсерген шағы. Керең әжімдер тіліп өткен жүзі кәрі еменнің қабығына ұқсайтын. Ақ шашы қып-қысқа етіп алынған. Үстінде жұға-шұға күртеше, ал қолында жаңа ғана бөлшектелген қаруды сыртып жатқан шүберегі бар еді. Сұр көздері Уәлиханды бас аяғына дейін бір-ақ шолып шықты. Арып ашқанын, көзіндегі қорқыныш пен жалпы халін бағамдады. Бұл бар жоғы 1 секундты ғана алды. Мұхтар бірде-бір сұрақ қоймады. Тек шетке сырылып, інісін үйге кіргізді. Іште құрғақ шөптің, жағылған пеш пен қару майының иісі аңқып тұрды. Бәрі тап-тұйнақтай жинаулы. Бірде-бір артық зат жоқ. Уәлихан ағаш орындыққа құлай кетіп, басын қос қолдап ұстаған күйі еңіреп жылап жіберді. Бұл осыншама күн бойы жиналған орасан зор ауыртпалықтың жүйке сырының жасы еді. Мұхтар үнсіз ғана үстелге ыстық шөп шайын қойып, сүрленген еттен бір тілім кесті де қарама-қарсы отырды. Күтті. Уәлихан есін жиған соң бәрін жайып салды. Шетелдік техника туралы, алдау туралы, қанжар туралы, $50,000 қарызы мен өзін өлтіретіні туралы айтты. Сөздері шатасып, ақ толып, қорғауын сұрап, жұтынып сөйледі. Мұхтар сөзін бөлмей тыңдады. Оның жүзінде ешқандай эмоция байқалмады. Кек саусақтары ескі, бірақ мұқият күтілген аңшы мылтығының бөлшектерін баяу және ырғақты түрде орнына салып жатты. Сырт етіп бір бөлшек орнына түсті. Тағы да сырт етті. Қолдары таныс әуенді ойнап жатқан пианист секілді автоматты түрде жұмыс істеді. Уәлихан сөзін аяқтағанда, бөлмеде пештегі отының шатырлаған дыбысынан басқа үнсіздік орнады. Мұхтар көзін көтеріп, «Қаланың қасқырлары», деді жай ғана. Оның дауысы құрғақ жапырақтың сылдырында естілді. Олар ақшасымен қашаруы болса, өмірдің қожайынымыз деп ойлайды. Бірақ бұл жерде олардың ақшасы жай ғана от тұтандыратын қағаз. Ал қаруды да қолдана білу керек. «Сіз түсінбейсіз, Мұхтар көке», деді Уәлихан шарасыздықпен басын шайқап. «Олар жай ғана бұзақылар емес, олар нағыз қаныбезерлер. Оларда автоматтар, көліктер бар. Олар еш нәрседен тайынбайды. Қанжар мені бұл жерден де тауып алады. Мен билетті өз құжатыммен облыс орталығына дейін алғанмын. Олар тауып алады». Мұхтар мылтықтың оқ жатарын салып, қаруды үстел үстіне қойды. «Іздей берсін», деп жауап берді ол сабырмен. «Орман үлкен, бәріне орын жетеді. Ұйықта. Ертең саған аяғыңның астындағы қарды сықырлатпай жүруді үйретеміз». Күтумен күндер өтіп жатты. Алтай өзінің қатал тіршілігімен жалғасуда еді. Мұхтар Уәлиханға отын жарғызып, ойықтан су тасытты.
бір тал сіріңкемен от жағуды және аңдардың ізін ажыратуды үйретті. Дене еңбегі қаланың ессіздігі мен үрейін басынан шығарғанымен, қорқыныш бәрібір қалды. Кереңге кірген тікендей қадалып қалды. Түн сайын Уәлихан желдің өліне құлақ түріп, мотордың гүрілін естуді күтті. Ол мылтық ұстаған бір қарттың қатыгез қаншерлер тобын тоқтата алатынына сенбеді. Ал қорқынышы орынды болып шықты. Қанжар қарызды кешірмейтін. Ол үшін бұл абырой мәселесі еді. Егер бір күшік оны алдап қашып кетсе, ертең басқалар да солай істейді. Ол соңынан ең мықтыларын жіберді. Алтайдағы студенттің туыстары туралы ақпарат табу, техниканың және төлқұжат үстеліндегі қажетті адамдарға бірнеше пара берудің ісі еді. Бірнеше қоңырау, бірнеше ақша купюрасы. Міне, қағаз бетінде мекен жай тұр. Уәлиханның қыстауда болғанына 10-шы күн толғанда, қалың орман дүр сілкінді. Қуатты қозғалтқыштың гүрілі тыныштықты бұзды. Уәлихан қораның артында отын жарып жатып, бұл дыбысты естіді. Қолындағы балтасы түсіп кетті. Жүзінен қан қашты. Ол ағаш қабырғаның саңылауына жақындап, орман жолына қарады. Бұрылыстан кішігірім бұталарды жапырып, тоң батпақты шашыратып, өп-үлкен қара джип шыға келді. Табиғат аясында оғаш көрінетін нағыз қаланың көлігі еді. Көлік ауладан 20 метрдей жерде тоқтады. Есіктер айқара ашылды. Ішінен үшеуі түсті. 90-шы жылдардағы жыртқыштардың нағыз бейнесі. Былғары күртеше, спорттық шалбар, ауыр бәтеңке. Жүздерінде қаладан тыс жердегінің бәріне деген менсінбеушілік, тәкаппарлық пен тоқмейілсу байқалады. Олардың үлкені Швед лақабаты бар. Мұрны сынған ірі денелі сары жігіт айналасына жиіркене қарады. Таза қарға түкіріп, күртесінің астынан ауыр помпылы шолақ мылтықты шығарды. Қалған екеуі тапаншаларын оқтап үлгерді. Олар сөйлесуге келмеген еді. Олар өздеріне киесіліні алуға келген. Ей, үй иесі! Деп айғайлады Швед. Оның дауысы шатқалда жаңғырып кетті. Шығыңдар, студенттің осында екенін білеміз. Жақсылықпен берсеңдер, мына күркелерінді ғана күлетеміз. Ал қарсықсаңдар, екеуінің көрінді бір шұңқырға қазамыз. Уәлихан қораның қабырғасына жабыса қалды. Тұла бойы қалтырап, көзін тарс жұмды. Қазір оқ жауып, көкесінің кеудесін тесіп өтетінін, сосын кезектің өзіне келетінін күтіп тұрды. Ол Мұхтарды бұл қанды қасапқа араластырмас үшін өз еркімен беріліп алдарына шығуға дайын еді. Бірақ қыстаудың есігі ешбір асығыссыз жай барақат ашылды. Босағаға Мұхтар шықты. Үстінде күртешесі жоқ, кек жұқа тоқылған жемпір. Қолында мылтық, бірақ ұңғысы жерге қарап тұр. Ол баспалдақта ешқандай сасқалақ жамай, қаруланған 3 қарақшыға емес, ауа райын байқауға шыққандай бейқан тұрды. Жүзінде ешқандай үрей де, сезім де жоқ. Сүттей ұйыған тыныштық. О-оу, шалдың өзі шықты ғой, деп қаңқылдай күлді қарақшылардың бірі, тапаншасын қолында ойнатып. Ей, шал, мына таяғыңды таста. Әйтпесе қазір кеудеңді елеске айналдырамыз. Енің қайда тығылды? Мұхтар ләм-мим демеді. Ол мына ұры қарға тәжірибелі орманшының өз аумағына адасып келген құтырған. Бірақ ақымақ төбеттерге қарағанындай мысқылмен қарады. Бұл үнсіздік топ басшысының жүйкесіне тие бастады. Қалада оның алдында жұрт тізе бүгіп, жылап жалынатын. Ал мына қарт қалт етпей тұр. Оның мұздай суық жанарында күйірдей де үрей жоқ. Кек кәсіби, салқын қанды есеп қана. Ара ғашықтық, желдің бағыты, нысана. Сен не, саңыраусың ба, шал? Ірі денелі сары жігіт қолындағы ауыр мылтығын кеуде тұсына көтеріп, бір адым алға аттады. Студентті бер дедім, әйтпесе қазір басынды жұлып аламын. Одан кейін не болғанын Уәлихан тіпті баяулатылған кадрмен де айтып бере алмас еді. Бәрі көз ілеспес жылдамдықпен бір-ақ сәтте өтті. Мұхтар айғайламады да, қорқытпады да. Оның денесі полигондардағы ондаған мың оқ атудан және жабайы табиғаттағы мыңдаған күндерден шыңдалған рефлекспен қимылдады. Мылтық адам наңғысы жылдамдықпен иыққа көтерілді. Тастай қатты шарт еткен оқ үні естілді. Қарақшы күтпеген соққыдан және жаны қинала бақырып жіберді.
Көрінбейтін күш жұлып алғандай, оның қолындағы ауыр мылтық қарға ұшып түсті. Мергеннің қаруынан шыққан оқ зеңбіректей мылтықтың ортасын зергерлік дәлдікпен талқандап кетті. Қарақшының қолы ғана аман қалды. Бірақ жан жаққа ұшқан темір жарықшақтары оның саусақтарын тіліп түсті. Қалған екеуі сіресіп қалды. Олардың миы бұл ақпаратты қорытып үлгермеді. Олар тапаншаларын енді көтере бергенде, бір дыбыстай ұласып кеткен тағы екі оқ атылды. Ауыр көлік оң жағына қарай кілт қисайып кетті. Оң жақтағы екі дөңгелек те тесілді. Резеңке жарылып, ысқырықтай дауыспен ауасы шығып жатты. 3 оқ. 2 секундқа да жетпейтін уақыт. Мұхтар мылтығының ұңғысын қайта төмен түсірді. Оның жүзінде бірде-бір бұлшық ет қозғалған жоқ. Тіпті тынысы да жиілемеді. Топ басшысы жаралы қолын құшақтап, тізе бүге құлады. Оның сыбайластары келесі оқтың өз маңдайларына қадалуы мүмкін екенін түсініп, қу шүберектей қуарып қатып қалды. Олар қарусыз саудагерлерді жақыннан атып үйренген қаланың жақтықыштары еді. Ал қазір олардың алдында 200 метрден кейіннің көзін атып түсіретін спорт шебері, нағыз мерген тұрды. 20 қадам жерде тұрғақ олар қарт үшін жай ғана ату алаңындағы нысаналар еді. «Қаруды тастаңдар», деді Мұхтар. Дауысы бәсең шыққанымен, әрбір сөзі олардың миына қорғасындай құйылды. Тапаншалар қарға күмбетіп түсті. Рекеттер қолдарын көтерген күйі ауыр демалып тұрды. Олардың қалалық тәкаппарлығы 1 секунд ішінде ғайып болды. Сақшылар да, жедел жәрдем де, куәгерлер де жоқ. Мынау ұлан ғайыр орманда өздерінің қандай дәрменсіз екенін олар кенеттен түсінді. Айналада тек ысқырған жел, қалың қар және қолына мылтық ұстаған мына адам ғана. Ал енді мұқият тыңдаңдар. Мұхтардың даусы Алтайдың аязынан да суық еді. Сендер менің шаңырағыма қарумен келдіңдер. Дала заңы бойынша, мен сендерді осы жерде қасқырларға жем қылып тастап кетуге толық құқылым бар. Сүйектерінде ешкімде таппай қалады. Бірақ мен сендердей жемтікке қолымды бұлғамаймын. Мұхтар қарақшының көзіне тіке қарап, сәл үнсіз қалды. Жауыз бұл жанардың астында таяқ жеген төбеттей бүрісіп қалды. Көлік осында қалады, қаруда. Күре жолға дейін 30 шақырым. Егер тез жүрсеңдер, түнге қарай ауылға жетесіңдер. Егер үсіп өлмесеңдер. Егер аш аюға тап болмасаңдар, артыңа бұрыл да тартып отыр. Бірақ қалай? Деп сыбайластарының бірі тесілген дөңгелектерге қарап қарсыласпақ болды. Тағы бір қадам аттасаң, Мұхтар мылтықтың ұңғысын сәл бұрды. Онда тесілген тіземен жорғалайсың. Уақыт кетті. Олар кейін шегінді. Өз масқараларына өздер сенбей, ақырын бұрылып, қалың қарды кешіп, орман жолына қарай сүйретіле жөнелді. Бүтін бір қаланың аудандарын қорқынышта ұстап үйренген, тісіне дейін қаруланған 3 еңгезердей қарақшы, бір ғана қарт адамнан таяқ жеп, басын салбыратып кетіп бара жатты. Бұлғары күртеше киген олардың жалпақ арқалары ағаш арасына сіңіп, көзден ғайып болғанша кішірейе берді. Уәлихан аяғының қалай басып тұрғанын сезбестен қораның тасасынан шықты. Мұхтарға жақындап, шарасынан шыға жаздаған көздерімен қарай берді. Мұхтар көке, сіз оларды қуып жібердіңіз. Олар кетті. Біз құтылдық. Деп Уәлихан болған жайтқа сене алмай, жүйкесі сыр бере күлді. Мұхтардың бет бұлшық еті қимылдамады. Ол ұзап бара жатқан қарақшылар бұрылыстан асып кеткенше артынан көз алмай қарап тұрды. Сосын қарға түскен тапаншалар мен мұлжа-мұлжасы шыққан шолақ мылтықты ақырын көтеріп алды. Олжаны қолында салмақтап, ешқандай сезінсіз, дағдылы әдетімен қарап шықты. Жоқ балам, біз құтылған жоқпыз, деді Мұхтар. Оның даусында алғаш рет зілді ауырлық білінді. Мұндай адамдар қорлықты кешірмейді. Олар жеңілуді білмейді. Қалада олар хандардай шалқып жүрді. Ал бұл жерде мен оларды өз адамдарының көзінше қорқау күшіктерге айналдырдым. Олар ауылға жетеді. Ол жерде телефон бар. Мұхтар інісіне бұрылғанда, Уәлихан көкесінің жанарынан соғысқа дайындалған адамның шегінбес, қайтпас қайсарын көрді. Олар
көмек шақырады. Келесі жолы үшеу емес, тұтас бір қол болып келеді. Ол кезде қорқыту үшін емес, қан төгіп өртеу үшін келеді. Заттарыңды жинап алам. Біз қалың нудың түкпіріне кетеміз. Нағыз аңшылық енді ғана басталады. Ал бұл жердегі аңшылар, ол бізбіз. Мұхтар қыстау ішінде ешбір артық қимылсыз, кез әрі ширақ қозғалды. Уәлихан бөлме ортасында төбе қиғасынан башайларына дейін қалтырат тұрды. Босағадағы қақтығыс кезінде қанға шапқан жойқын қуат тез басылып, орнын сүйектен өтетін жабысқақ, үрей мен кеудедегі қаңыраған бостық басты. Қала қарақшылары кеткенімен, іште ешқандай үміт қалмады. Бұл жеңіс емес, бар жоғы ажалды сәл ғана шегеру еді. Затынды жина, деді Мұхтар. Керует астынан ескі, бірақ мықты кенеп жолдорбаны шығарып жатып. Оның дауысы бір қалыпты, сезімсіз шықты. Тек өмір сүруге ең қажеттісін ғана аласын. Екі пар қалың жүн шұлық, қосалқы жемпір, сіріңке, тұз. Анау бұрышта еден астындағы бұқтырылған ет бар. Ештеңе сылдырламас үшін тығыздап сал. Салмағы бар, бірақ суық пен аштықтан құтқармайтынның бәрін тастап кет. Алдымызда ұзақ жол күтіп тұр. Кешке қарай әрбір артық мысқал батпандай ауыр жүкке айналады. Уәлихан сөрелерге ұмтылып, ағаштай қатып қалған саусақтарымен ет толы құтыларды қармай берді. Тынысы жиілеп, ентігіп кетті. Оның көз алдынан әлі де оқ тиіп талқандалған қару мен үрейден сұрық ашқан рекеттердің бет әлпеті кетпей тұрды. Мұхтар көке, біз қайда барамыз? Деп студенттің дауысы дірілдеп шықты. Далада 20 градус аяз. Орманның шеті-шегі жоқ қой. Олар көлікпен, иттермен келеді емес пе? Мұхтар жолдорбасына оқ дәрі салынған қатырма қораптарды мұқият орналастырып жатып, бір сәтке кідірді. Дәрісі сіз тартып қалмас үшін, жезі орынсыз жерде сылдырламас үшін, әрбір қорапты майлы шүберекпен алдын ала орап жатты. Қалың нуда көлік жүрмейді балам, ал иттер омбы қарда кез ізінен адасып күштен айырылады. Біз Теріскейге, Қара жотаның ар жағына кетеміз. Қарталар аяқталып, нағыз жабайы орман басталатын жерге. Олар үшін бұл қалың ну соқыр, әрі саңырау ететін өлі аймақ. Ал мен үшін бұл туған ием. Ал бұл уақытта қыстаудан 30 шақырым жерде қорлық көрген 3 қасқыр, Алтай табиғатымен болған алғашқы шайқастарында жеңіліс тауып жатты. Швед пен оның екі сыбайласы қалың қар басқан ескі көлік іздері ойған ағаш таситын жолмен сүйретіліп келе жатты. Қаланың қымбат дүкендерінде қыруар ақша тұратын былғары күртешелер өмменіңмен өтетін жел алдында қағаздай жұқа болып шықты. Қымбат шетелдік бәтеңкелердің жұқа табаны мұз қатқан шалшықтарда тайғанақтап, сүйікті қарған ызғарды ішке өткізіп жатты. Әрбір шақырым сайын олардың алғашқы долы ашуы адам төзгісіз жабайы үрейге ұласты. Аяз ашық қалған денелерін аяусыз қауып үстіп барады. Оқ жұлып әкеткен қарудан зақымданған шведтің саусақтары ісініп, көгере бастады. Әр қимылдаған сайын жаны көзіне көрініп, шыдатпай солқылдайды. Олар тыныстарын үнемдеп, үнсіз келе жатты. Қарға омбылап, қар астында жасырынған ағаш тамырларына сүрініп жүрді. Мәселелерді жылы бөлмелерде, керезесі қарайтылған көліктерде шешіп үйренген қаланың дөкейлері қазір мүсәпір қайыршылардай көрінді. Түн ортасында аяз одан сайын күшейген кезде олар тау ішіндегі ауылдың шетіне құлап түсті. Үсік шалған аяқтарын әзер сүйреп, швед жергілікті пошта ғимаратына жетті. Шынына шынтағымен ұрып сындырып, ішке кірді де, аңсаған телефон аппаратына ұмтылды. Осы бір мұзды түкпірді тоқшылыққа бөленген, жарқыраған қаламен байланыстыратын қалааралық ұзын нөмірді терген кезде, шведтің саусақтары мүлдем бүгілмеді. Үшінші қоңыраудан кейін тұтқаны көтерді. Арғы жақтан қылмыстық әлемнің ауыр әуенімен бақалдардың бәсең сыңғыры естілді. Содан кейін осы шудың арасынан қанжардың даусы шықты. Баяу, созыңқы, әрі мүлдем сезімсіз. Тыңдаттырмын қанжар, бұл швед қой. Қарақшы даусына сенімділік ұялатуға тырысқанымен, тістері сақылдап сатып кетті. Біз күшікті таптық. Ол ормандағы көкесінің қыстауында тығылып отыр. Бірақ мұнда бір мәселе туындады. Шалы мерген болып шықты. Қолымыздағы қаруды ұшырт түсірді.
Көлігіміздің дөңгелектерін тесіп тастады. Шегінуге тура келді. Бізге адам керек. Көп адам. Және мықты қарулар қажет. Тұтқаның арғы жағында қорғасындай ауыр үнсіздік орнады. Артқы фондағы әуенде бәсеңдегендей болды. Қанжар қайта тіл қатқанда, оның даусындағы зілден швед Алтайдың аязынан да бетер тоңып кетті. Сен студенттен қарызды алуға бардың ба? Қанжар әр сөзін шегелеп баяу сөйледі. Ал оның орнына ормандағы әлдебір шалдың қаруларында тартып алып, өздерінді көліксіз аязда қалдыруына жол бердің бе? Швед, сен қазір жай ғана қателескен жоқсың. Сен менің атыма кір келтірдің, түсінесің бе? Қанжар, маған қатені түзеуге мүмкіндік бер. Швед үмітсіздікпен айғайлап жіберді. Мұздаған арқасынан суық тер бұрқ ете қалды. Шалың оңай адам емес, ол мерген ғой. Біз жай ғана дайын болмадық. Мен өлкелік орталықтағы керек адамдарға қоңырау шаламын. Қанжар оның сөзін шорт кесті. 9 адам жіберемін. Топты Қабан бастайды. Оның кім екенін білесің. Сендердің үшеулерімен бірге 12 адам болады. Егер маған сол студент пен ана шалды әкелмесеңдер, осы қалың нуда мәңгілікке қаласыңдар. Сен үшін кері қайтар жол жоқ. Қысқа гудоктар шведтің құлағына тірпідей тиді. Ол өмірінің енді қыл үстінде тұрғанын түсініп, тұтқаны баяу қойды. Қабан аймақтың қылмыстық әлемінде қатыгездігімен аты шыққан қаншер болатын. Ол мәселені кек түбімен жою арқылы ғана шешетін адам еді. Егер Қанжар оны жіберсе, қыстауды жермен жексен етеді деген сөз. Ал онымен қоса, сол маңда тіршілік ететін барлық жанды да құртып жібереді. Қарақшылар поштадан ұрланған жылтқыш жанында, бойларын жылтып көмек күтіп отырғанда, Мұхтар мен Уәлихан орманның ішіне тереңдеп кеткен еді. Ғасырлық шыршалар мен қарағайлар ауыр бұтақтарын арқаларына жауып, қалың ну оларды жұтып қойғандай болды. Мұхтар соқпақ салып алда жүрді. Оның қимылы байсалды әрі сырғып бара жатқандай жеңіледі. Бұтақтарды сындырмай, бұталардағы қар жамылғысын сілкімей, орманмен біте қайнасып, елесше қозғалып келе жатты. Уәлихан көкесінің үйреткеніндей ізіне дәл басуға тырысып, соңынан еріп келеді. Бірақ қалаға үйренген ебедейсіздігі сыр берді. Ол ауыр демалып терлеп кетті. Аяғы қалың қарға батып жатты. Әр басқан қадамы ауырлады. Бейне бір орман, оның аяғынан әдейілеп тартып жатқандай. Мұрныңмен демал балам, деді Мұхтар бұрылмастан. Аузыңды ашсаң, өкпеңе суық тиеді. Адымды баяулат. Қалың нуда терлеуге болмайды. Мұндай аязда терлеу өліммен тең. Тоқтаған бойда ылғал киімің қатып қалады да сені өлтіреді. Бір қалыпты қозғал. Өзіңді тастар арасында ағып жатқан сумын деп елестет. Таң ата олар 15 шақырымдай ауыр жолды артта қалдырып, қалың бұта басқан биік жартасты қырқаға шықты. Бұл жерден қатып жатқан өзен аңғары алақандағыдай көрінетін. Алыста төменде ақ парақтағы кішкентай қара нүктедей болып артта қалған қыстау көрінді. Мұхтар арқасындағы жол дорбасын тастап, бүйір қалтасынан әскери дүрбісін шығарды да, көкжиекпен тұтасып, қарға етпеттей жатты. Уәлиханды қасына құлай кетіп, талықсыған бұлшық еттерінің күйіп жатқанын сезе, ауаны ашкөздікпен жұта берді. Олар жақында келеді, деді Мұхтар, көзін дүрбіден алмай. Қалалықтар күтуді білмейді, олардың қолдары қышып тұр. Оның айтқаны айнымай келді. Түске таман қуатты қозғалтқыштардың дөрекі, агрессивті гүрлі орманның тыныштығын бұзды. Жол талғамайтын ауыр 3 джип бұталарды жапырып, жас ағаштарды сындыра отырып, қыстау алдындағы алаңқайға гүрс етіп шыға келді. Есіктер бір мезетте ашылды. Қар үстіне 12 адам түсті. Қабанмен бірге келген 9 адам және ауылдан жолда мініп алған шведтің 3-еуі. Бұлар алдыңғы 3-еуінен мүлде бөлек еді. Бұл нағыз жазалаушы жасақ болатын. Бәрі бірдей қара күртеше, оқ дәрі салатын кеудеше, әскери бәтеңке киген. Әр қайсының қолында сұрғылт болаттай жарқыраған автоматты қару. Калашников автоматтары, помпылы шолақ мылтықтар, тапанша пулеметтер. Бастап келген көліктен шашы тақырлап алынған, құлағынан иегіне дейін терең тыртығы бар, ірі денелі, еңгезердей еркек шықты. Қабан. Жартасты қырқаның биіктігінен де
бұл адамнан шығып тұрған ауыр, айуандық қуатты сезінуге болатын еді. Қабан артық қимыл жасамады. Ол қысқа, бұйрықты үнмен нұсқаулар беріп тұрды. Жауынгерлер бірден жан-жаққа тарап, үйді жартылай қоршауға алды. Бірнеше адам автоматтармен алдыңғы есікті бұзып, ішке баса көктеп кіріп кетті. Уәлихан бұл көріністі демін ішіне тартып, қалтырай бақылап жатты. Қарақшылар қазір бастарын көтеріп, жартас басындағы бұларды байқап қоятындай көрінді. Алайда Мұхтар қалт етпей, мелшиіп жатты. Оның тынысы ұйықтап жатқан адамдай тым баяу, әрі бір қалт деді. Бірнеше минуттан соң қарақшылар үйден шықты. Олардың бірі қабанға басын шайқап, іште ешкімнің жоқтығын жеткізді. Жазалаушылардың басшысы мысқылдай жымиып, ернін шүйірді де, көлікке жабыса қалған шветті қасына шақырып алды. Бос қалған қыстауды нұсқап тұрып, оған дөрекі сөздермен бірденелерді бұйырды. Швед басын төмен салбыратты. Қабан одан теріс айналып, өз адамдарына қолмен белгі берді. Екі қарақшы көліктің жүк салғышынан жанармай құйылған ыдыстарды шығарды. Олар ағаш үйдің қабырғаларына сұйықтықты аямай шашып, босағамен сынған терезелерден ішке қарай төгіп шықты. Қабан оттығын алды да, тұтандырып, жанармайға малшынған тақтайларға бейғам лақтыра салды. От сол сәтте лап етті. Ашқарақ, гүрілдеген жалын қыстың сұрғылт аспанына қарай шапшыды. Ол құраған ағашты аш өзегіне түскендей шатырлата жұтып жатты. Қою қара түтін аңғардың үстіне бағанадай болып көтерілді. Жалын тілдері көлік терезелеріне шағылсып, қарақшылардың жүздерінде қызғылт сәуле ойнады. Олар құмысқанын илеуін өртеп, соған мәз болған ақымақ балаларша мына өртке тоқмелси қарап тұрды. Уәлихан өздеріне қорған болған жалғыз қауіпсіз мекеннің лаулап жатқанына жан ұшыра қарады. Мұхтар көкесі өз қолымен тұрғызған қара шаңырақ көз алдында күлге айналып бара жатты. Осыншама жыл ғұмырын кешкен ұясы отқа оранды. Студент көкесінің жүзінен ашу заны, өкініш пен шарасыздықты көремін бе деген оймен басын бұрды. Алайда Мұхтардың бет әлпеті тастай қатып қалған еді. Оның сұр жанарында өрттің жалыны шағылысқанымен, онда түйірдей де өкініш жоқ болатын. Мұхтар көке, олар сіздің үйіңізді өртеп жіберді ғой, деп күбірледі Уәлихан дауысы дірілдеп. Бұл жай ғана бөренелер ғой, балам, деп жаймен жауап қатты Мұхтар, дүрбісінің қақпақтарын мұқият жауып жатып. Ағаш жанат, күл болады, ал қара жер орнында қалады. Олар жаңа ғана өмірлеріндегі ең үлкен қателікті жасады. 10 шақты шақырым айналадағы жалғыз жылы панадан өздерін қағып отыр. Енді қалың, ну олардың төзімін сынауға көшкенде бой жылтатын бірде-бір жер таппайды. Ал бұл дала оларды міндетті түрде сынайды. Төменде Қабан өз адамдарын жинады. Олар қардағы Мұхтар мен Уәлихан қалдырған терең іздерді нұсқап, соны зерттеп жатты. Жана жауған қарда ізді толық жасыру мүмкін емес еді. Әрі Мұхтар оған тырысқан да жоқ. Ол жауыз топты өз иелігіне шақырып, әдейі жол сілтеуші белгі қалдырған болатын. Олар біздің ізімізге түсті, деді Уәлихан. Тамағына кептеліп қалған қорқыныш қайтадан тұншықтыра бастады. Олар 12 адам ғой, Мұхтар көке. Қолдарында қарулары бар. Біз олардан мәңгі бақи қашып құтыла алмаймыз. Біз қашпаймыз, деді Мұхтар байсалды үнмен, мылтығын қабынан ақырын шығарып жатып. Ол ешбір артық қимылсыз қарудың оқ-жатарын тексеріп, дүрбісінің тазалығына көз жеткізді. Оның қолындағы қару денесінің бір бөлшегіндей біте қайнасып кеткен еді. Қалада олар аңшы болар. Ол жерде тас қабырғалар, асфальт пен тік бұрыштар ғана бар. Онда оқтың борағаны мен қарудың көптігі бәрін шешеді. Бірақ бұл жерде олардың заңдары жүрмейді. Қалың ну артық шуды, асығыстық пен тәкаппарлықты ешқашан кешірмейді. Қарақшылар бір қатарға тізіліп, қалың күртік қарға омбылай басып, жартасты қырқаның етегіне қарай із кесіп жылжыды. Олар давырлап, бір-біріне айғайлап келе жатты. Біреуі сүрініп кетсе, немесе қар астындағы шұңқырға құлап түссе, былапыт сөздермен балағаттап жатты. Жүріп келе жатып темекі шекті. Ал оның түтінін жел лезде бүкіл орманға таратып, айналадағы бірнеше шақырым жердегі барлық аңға
олардың қайда келе жатқанын сездірді. Мұхтар қырқаның шетінен кері сырғып, Уәлиханға соңынан еруді ыммен бұйырды. Олар жотаның теріскей бетімен төмен түсіп, қалың шырша басқан керең әрі түнеріңкі шатқалға кірді. Бұл жерге күннің сәулесі мүлдем түспейтін. Ағаштардың қалың өскені соншалық, бұтақтары бір-бірімен айқасып, табиғи шатыр құрап тұрды. Мұндағы қар өте үлпілдек әрі қалың еді. Ол құлаған ағаштардың арасындағы қауіпті қуыстарды жасырып жатты. Менің әрбір қимылымды есіңе сақта, деп сыбырлады Мұхтар, ну орманды аралап келе жатып. Тек мен басқан жерге ғана табаныңды тигіз. Мұнда қар астында ескі, шіріген бұтақтар жатыр. Сүрініп кетсең, аяғыңды сындырасын. Ал сынық аяқпен қалың нудағы адамның өмірі күн батқанша ғана созылады. Олар тағы 2 шақырымдай жер жүріп өтіп, ғасырлық алып қарағайлар қоршаған шағын төбешікке тоқтады. Бұл жерден шатқалдың тар тамағы алақандағыдай көрінетін еді. Із кескен қуғыншылардың өтуіне тура келетін жалғыз өткел осы болатын. Табиғаттың өзі жасаған тар дәліз, торул құруға таптырмайтын мінсіз орын еді. Мұхтар жолдырбасын шешіп, бүйірдегі қалтасынан көзге әзер шалынатын жұқа болат сымның кішкене орамын шығарды. Уәлиханға мылтықты ұстатты. «Мә, ұста, шүріппені басушы болма, мен қазір ораламын». Мұхтар шатқалдың тамағына қарай дыбыссыз сырғып түсті. Уәлихан көкесінің адам сенгісіз еттілікпен 2 жуан ағаштың арасына, кеуде тұсына сымды керіп жатқанын бақылап тұрды. Содан кейін оны шырша бұтақтармен мұқият жасырып қойды. Бұл гранатаға құрылған жарылғыш тұзақ емес еді. Мұхтар ешқандай оқ-дәрі қолданбады. Ол сымның ұшын кәрі қарағайдың бұтақтарында ілініп, әзер тұрған ауыр кепкен бөренеге байлаған болатын. Бір ғана қате қимыл, сәл ғана тіртіп кету жеткілікті. Сол сәтте салмағы 100 келілік бұл ажал маятнигі сымды іліп кеткен адамның төбесінен құлап түспек еді. Орнына қайтып оралған Мұхтар қаруын қолына алып, кіреуіштерін ашты да ыңғайлана қарға жатты. Көзін оптикалық көздеуішке тақап, дәлдікті реттейтін бұрандаларды баяу бұрады. Қашықтық 500 метр. Бұл сөзді ол Уәлиханға емес, ішінен өзіне күбірлегендей болды. Жел бүйірден соғып тұр, екпінді. Секундына 3 метр. Ауа райы 22 градус аяз. Ауа тығыз. Оқ төменірек кетеді. Уәлихан мұздай қарға жабыса қасында жатты. Уақыт тасбақаша жылжып, жандарына батты. 20 минуттан соң шатқалдың тамағынан қуғыншылардың алғашқы легі көрінді. Олар әбден қалжырап, аяқтарын әзер басып келе жатты. Қалалық киім, ауыр қару мен омбы қар олардың күш-қуатын ойлағандарынан да тез сарқыған еді. Қабан екінші болып келе жатты. Алдыңғы қатарда қарды кешіп, жол салып келе жатқан жас жауынгерге тоқтаусыз айғайлап бұйрық беріп келеді. Орта тұста келе жатқан қарақшылардың бірі қолындағы үлкен әскери байланыс құралмен қаладан көмек шақырмақ болып толқын ұстауға тырысып әлек. Алайда құрылғыдан кек құлақ тұндыратын ызың ғана естіледі. Қалың ну радио толқындарын өз ішіне өткізгісі келмеді. Мұхтар демін баяу шығарды. Оның саусағы шүріппені ақырын ғана басты. Ол ешкімді өлтірмек ниеттемес еді. Әзірге. Бір адамның өлімі қалғандарын тек ашуландырып, сақ қимылдауға мәжбүрлейтін еді. Оған керегі мүлдем басқа нәрсе болатын. Олардың тұла бойына сал ететін жабайы үрей, иялату. Олардың бұдан бұлай өмірдің қожайыны емес екенін ұғындыру. Уәлихан мылтықтың гүр еткен дауысын күтіп, көзін тарс жұмды. Бірақ мұндай аязда, қалың нудың ішінде мерген қаруының үні найзағайдай күркіремей, қамшының тарс еткен кесік дыбысындай ғана шықты. 500 метр қашықтықтан атылған оқ қарақшыларға мылтықтың дауысынан да бұрын жеткен еді. Ортада келе жатқан жауынгер кенеттен бақырып жіберіп, артқа қарай шалқалай құлады. Оның қолындағы ауыр әскери байланыс құралы пластмасса жарықшақтарымен ұшқындарға оранып, быт-шыт болып жарылды. 7,62 миллиметрлік оқ аппаратты күл талқан етті. Соққының қатты болғаны сонша, қарақшының білегін жұлып, ала жаздап қайырып жіберді. Не болғанын түсінуге үлгермеген ол, қолын ұстаған күйі ішін тарта ұлып жіберді. Кек бір сәттен кейін ғана
шатқалға мылтықтың тарс еткен үні жетті. Ол ағаштар мен жартастарға сан рет шағылсып, жан-жақтан бірдей естілетін қорқынышты, зәрлі жаңғырыққа айналды. Сол сәтте-ақ жан ұшырған үрей басталды. Тісіне дейін қаруланған 12 қанішер шабылған шөптей қарға сылай кетті. Олар сасқалақтап, бос тұрған үнсіз ағаштарға автоматтарының ұңғысын кезей, жан-жақтарына жалтақтай берді. Біреуі қорқыныштан шүріппені басып қалып еді. Қысқа оқ жаңбыры тыныштықты тіліп өтіп, өздерінің төбесіндегі шырша бұтақтарын отап түсті. Үстеріне қар саулады. «Мерген, жат барлығың!» деп жан ұшыра айғайлады Қабан, бетін мұзды қарға баса түсіп. Оның мақтан тұтатын салқынғандылығы сол сәтте қайып болды. Ол көзге көрінбейтін мергеннің өзге біреудің қолындағы темір терсекте емес, оның тақыр басында дәп осылай оп-оңай тесіп өте алатынын түсінді. Мерген байланыс құралын таңдады. Олардың сыртқы әлеммен байланысын үзуді көздеді. Олар оқтың қайдан келгенін білмей, қар үстінде ауыр дем алып жатты. Байланыс үзілді. Олар әлемнен оқшауланып, мұзды тұзаққа қамалды. Көру де, есту де, табу да мүмкін емес елестің нысанасында қалды. Мұхтар оқтықты баяу тартып, түтіндеп жатқан бос гильзаны шығарды. Ол қарға дыбыссыз батып кетті. Ол келесі оқты оқтамады. Жүзі айналадағы қатып қалған жартастардай міз бақпады. Сабақ басталды. Қар үстінде жалпағынан жатқандарға оптикалық көздеуіш арқылы қарап жатқан Мұхтар әзер естілетіндей сыбырлады. Енді олар қалың нудың өздерін бақылап тұрғанын біледі. Қабан тікенекті қарға бетімен көміліп жатты. Оның тақыр шидесінен мұздай тер шып-шып шығып келе жатқанын сезінді. Үлкен қалада оның бір ғана есімін естігенде жылы кеңселердегі бай саудагерлердің сұры қашатын. Ал қазір Алтайдың тоң-боқ қатқан жеріне жабыса қалып, ол өзін дәрменсіз нысана сезінді. Жауынгердің қолында күл талқаны шыққан байланыс құралы жай ғана темір емес еді. Ол олардың сыртқы әлеммен байланысы, құтқарушы арқауы болатын. Мылтық ұстаған елес оны қарақшылар үшін адам сенгісіз қашықтықтан бір ғана оқпен жұлып әкетті. Білегі қайырылған қарақшы жаралы қолын құшақтап, ақырын қынсылап жатты. Қалған 11 адам бастарын көтеруге қорқып, қалт етпей жатты. Қарағайлар арасындағы әрбір көлеңке оларға мергеннің бейнесіндей көрінді. Желдің әрбір үрлеуі ұшып келе жатқан оқтың ысқырығындай естілді. «Тұрыңдар!» деп ырылдады Қабан, бетін қардан баяу көтеріп. Оның дауысы қорқыныштан емес, дәрменсіз ашудан дірілдеп шықты. «Тұрыңдар!» дедім мен. «Ол бізбен ойнап жатыр. Егер қырып салғысы келсе, рациян емес, басымызды тесер еді. Ол біздің осында қатып қалғанымызды қалап, уақыт созып жатыр». Қарақшылар қара күртелеріне жабысқан қарды сілкіп, орнынан әзер тұра бастады. Олардың бет әлпеттері бозарып кеткен еді. Қалалық тәкаппарлық бір жола жоғалды. Олар көзге көрінбейтін, қауіпке қарсы автоматтарының түкке тұрмайтынын, бөтен әлемге тап болғандарын түсінді. «Қозғалдық!» деп бұйырды Қабан, ұңғысын шатқалдың тар тамағына қарай нұсқап. «Ізден таймай жүреміз. Көздеріңді ашып жүріңдер. Ара қашықтық 5 метр». Олар шатқалға кірді. Бірақ әрбір қадамын Мұхтар 1 сағат бұрын есептеп қойғанын білмеді. Мұндағы қар қалың еді, белден асады. Тізелерін жоғары көтеріп, адам наңғысыз күшпен жүруге тура келді. Тыныстары тарылып, өкпелері аязды ауадан қарлық қалғандай болды. Ауа райы күрт төмендеп, 25 градусқа дейін суытты. Швед 3-ші болып келе жатты. Ол үнемі артына қарап, жүйкесі жұқарып кеткен еді. Ол бұл орманды жек көрді. Осы жерге келуіне себепші болған студентті де жек көрді. Ал ең бастысы, өзін масқара еткен әлгі шалды жек көрді. Ашу мен шаршалдан көзі тұманданған Швед аяғының астына қарамады. Оның ауыр бәтеңкесі қардың бетінде ғана келіп тұрған көзге әзер шалынатын болат сынға ілініп кетті. Жарылыста, жарқылда болған жоқ. Кек босап кеткен ауыр салмақтың тыншыққан дауысы естілді. Бастарының үстінде қалың шырша бұтақтарының арасынан кем дегенде 100 келі тартатын өлі ағаш діңгегі орнынан жұлынып кетті. Негізгі діңгекке байланған ол,
алып маятник сияқты жұмыс істеді. Сақ бол деп, соңында келе жатқандардың бірі жан ұшыра айғайлады, құлап келе жатқан көлеңкені байқап. Бірақ кеш еді. Ауыр бөрене қорқынышты үнмен лектің үстіне құлады. Шветке тимегенімен, бүкіл салмағымен оның артындағы жас жауынгерге соғылды. Соққы оның ығы мен арқасына жанай тисе де, бұл жеткілікті болды. Жігіт жабайы айғаймен қарға құлады. Бөрене оны қарға мытып тастады. Қалғандары жан-жаққа бытырай қашып, қайтадан автоматтарын кезеп шабуыл күтті. Бірақ орман үнсіз қалды. Кек бөрене астында қалған жігіттің ыңырсыған үні ғана құлақ тындыратын тыныштықты бұзды. Қабан жаралыға жетіп барды. Екі жауынгер күшене отырып, ауыр бөренені аударып тастады. Жас қарақшы жаны қинала ыңырсып, бүйірінен жатты. Оң жақ ығы табиғи емес бұрышта салбырап тұр. Бұғанасы сынған еді. Ол қару ұстамақ түгілі, өздігінен жүре алмайтын жағдайға жетті. «Мені тастап кетіңдер», деп ыңырсыды жігіт. Көз жасын қармен араластыра жұтып. «Мен жете алмаймын». Қабан өз адамдарын көзімен шолып шықты. Олардың көздерінен үрей көрініп тұрды. Өз адамыңды тастау, жеңілісті мойындаумен тең еді. Қылмыстық әлемде әлсіздікті кешірмейді. Бірақ өз адамдарыңды да тастауға болмайды. Ол үшін кейін жауап береді. «Жауып қал аузыңды», деп ырылдады қабан. «Қолтықтап алыңдар, сүйретеміз». Топтың жүрісі баяулады. Бұрын қарды әзер кешіп жүрсе, енді ыңырсыған жаралыны сүйреп, әбден қалжыраған ұлудай қозғалды. Әрбір шақырым адам төзгісіз күшпен берілді. Тербеттерін жуып, кермиялық іш киімдерімен қымбат жемпірлерін малмандай су қылды. Ал қалың нуда терлеу бұл өлім үкімеді. Сәл тоқтап дем алғанда ғана ылғал киімдер лезде суып, мұз қабыршағына айналып, денедегі соңғы жылуды сорып алатын. Ал алдағы бірнеше шақырымда қар басқан төбенің басында Мұхтар мен Уәлихан олардың азаттанғанын бақылап отырды. Мұхтар жерден суық өтпеу үшін төселген шаша бұтақтарының үстінде жатты. Дүрбімен қарап жатты. Жүзі сабырлық алтын сақтаған. «Неге атпайсың, Мұхтар көке?» деп сыбырлай сұрады Уәлихан, жылы күртесіне оранып. «Оларды бір-бірлеп атып тастай аласың ғой. Олар әзер жүріп келеді». Мұхтар дүрбіні түсіріп інісіне бұрылды. «Есіңде болсын, Уәлихан. Бөгденің үйіне от қойып келгендер үшін оқтан өлу тым жеңіл өлім. Оларды бір-бірлеп ата бастасам, оқтың қайдан атылып жатқанын түсінеді. Жан-жаққа таралып, барлық бағытқа оқ жаудыра бастайды. Қаңғыған оқ бізге тиіп кетуі мүмкін. Тәуекел етіп не керек? Орман менің орныма барлық жұмысты өзі атқарады». Мұхтар батып бара жатқан күнге қолын нұсқады. Тайга үстіндегі аспан қызғылт түске боялып, қатты аяздың келе жатқанын білдірді. Олар қалалықтар. Қышқы тайгада дайындықсыз түнеудің не екенін білмейді. Жаралыны сүйреп келе жатып терлеп кетті. Қазір күн батады. Ауа райы -30-ға дейін төмендейді. Үлкен от жағуға қорқады. Мерген көріп қояды деп ойлайды. Ал отсыз олардың дымқыл киімдері кебінге айналады. Таңға қарай тең жартысы шіріппені баса алмайды. Саусақтары үсіктен істемей қалады. Қараңғы түскенде орман мүлдем өзгерді. Бояуын жоғалтып, көлеңкелердің ақ-қара лабиринтіне айналды. Жел күшейіп, қарағайлардың ұшын тербете бастады. Ағаштар ыңырсыған адамның даусындай сықырлай түсті. Қабанның тобы үшін бұл түн тозақтың нағыз өзі болды. Олар қалың бұта қоршаған ойпатқа тоқтады. Одан әрі жүруге күші қалмады. Жаралы жауынгер енді ыңырсымайтын болды. Ауырсыну шоғы мен қатты суықтан жартылай ес-түссіз күйге түсті. «От жағындар», деп тістері сақылдап бұйырды Швед, үсік шалған қолдарын қолтығына тығып. «Әйтпесе, бәріміз осында өлеміз». «Жоқ», қабан Шведтің жағасынан алды. «Ешқандай ашық от болмайды. Сен мүлдем ақмақсың ба? Ана шал біздің өзімізге жарық түсіруімізді күтіп отыр. Түнде от бірнеше шақырымнан көрінеді. Ол бізді нысана ретінде атып тастайды. Бірақ біз қатып өлеміз ғой», деп үмітсіздікпен айғайлады жауынгерлердің бірі. «Қарды қазындар», деп шорт кесті қабан. «Бұтақтардан пана жасаңдар. Бір-бірімізге тығыламыз. Таңға дейін шыдаймыз. Ал жарық түскен соң, ана оңбағандарды тауып аламыз». Олар жалаң қолмен қатып қалған бұтақтарды сындырып, күркеге ұқсас бірдене жасауға тырысты. Бірақ балтасыз және тәжірибесіз,
Бұл бос әурешілік еді. Жылыну үшін бір-бірінің деміне тығылып, таяз жыраның түбінде бір үйір болып жиналды. Алайда, аяз бұл түннің нағыз қожайын еді. Керінің астына еніп, буындарды қатырып, қан айналымын баяулатты. Қараңғылық психикаға қысым жасады. Қаланың жарық шамдары мен неон маңдайшаларына үйренген қарақшылар өздерінің созған қолдарында көре алмайтын қалың қараңғылықта қалды. Қорқыныш пен физикалық азаптан қажыған жүйке жүйесі сыр бере бастады. Әрбір сыбдыр, бұтақтың әрбір сыртылы оларға ажалдың жақындап келе жатқан қадамы болып көрінді. Олар қозғалатын барлық нәрсеге оқ атуға дайын болып, автоматтарын қатып қалған саусақтарымен қысып ұстады. Түн ортасында аяз шегіне жеткен кезде жауынгерлердің бірінің жүйкесі шыдамады. Оған ағаш діңінен үлкен қара көлеңке бөлініп, өздеріне қарай дыбыссыз сырғып келе жатқандай көрінді. Суық пен паранойядан тұманданған санасы мылтық ұстаған адамның нобайын елестетті. Жауынгер шыңғырып жіберіп, көздеместен шіріппені басты. Тайганың тыныштығын құлақ тұндыратын автомат кезегі бұзды. Оқтың жарқылы бір сәтке ойпатты бозғылт сары жарықпен нұрландырды. «Оқты тоқтатыңдар!» деп жанұшыра айғайлады Қабан, бетімен қарға құлап. Бірақ үрей тотты билеп алған еді. Қорқыныш пен жарқылдан көздері шағылысқан тағы бірнеше адам қараңғылыққа қарай оқ атып, бағалы оқ дәріні босқа жұмсай бастады. Оқтың гүрсілі шатқалда жаңғырып, айғай мен бұлапыт сөздерге ұласты. Ат сәзер басылған кезде қараңғылықтан жан түршігерлік қырылдаған үн естілді. Бұл аңның даусы емес, адамның айғайы еді. «Шамды жағыңдар, оңбағандар!» деп ақырды Қабан, дыбыс шыққан жаққа жорғалап жетіп. Тактикалық шамның жіңішке сәулесі қараңғылықты тіліп өтті. Оның жарығында қарақшылар қорқынышты көріністі көрді. Шведпен бірге қыстауға барған серіктерінің бірі ішін қос қолдап басқан күйі шалқасынан жатыр екен. Саусақтарының арасынан қара қан бұрқылдап ағып, лезде қарға сіңіп, аязда қара қабыршақ болып қатып қалып жатты. «Кім атты?» Қабанның даусы шыңғырыққа айналды. Ол автоматы әлі түтіндеп тұрған жас жауынгерді жағасынан алды. «Сен не істедің? Өз адамыңды аттың ба? Ол сонда болды, мен көрдім!» деп еңіреді жігіт. Қорқыныштан және жасаған ісін түсінгеннен дірілдеп. «Сонда көлеңке болды. Мен оны мерген деп ойладым». Қабан жігіттің бетіне дөмбімен бар күшімен ұрып, қарға шырт түсірді. Бірақ бұл енді ештеңені өзгертпейтін еді. Жасақтың жауынгерлік рухы түбегейлі жойылды. Орман оларды бір-біріне оқ атуға мәжбүр етті. Жараланған жауынгер ұзақ қиналды. -30 градус аязда, ешқандай құтқару үмітінсіз және жарықсыз дала жағдайында оның тірі қалу мүмкіндігі жоқ еді. Таңға қарай ол үзілді. Таң сұрғылт әрі қатал болып атты. Кеше келген 12 адамның 9-ы ғана аяқта тұрды. Екеуі мерт болды. Бірін түнгі атыста өздері жайратып салды. Ал бұғанасы сынған жауынгер аяздан қатты. Тірі қалған тағы біреуінің аяқ саусақтары үсігені сонша, әр басқан қадамы жабайы ауырсынумен берілді. Қабанның беті тастай қатып қалған бетпердеге айналды. Ол миссияның орындалмағанын түсінді. Енді мәселе студенттің қарызы үшін кек алу емес, аман қалу туралы еді. Бірақ көліктерге оралу мүмкін емес. Олар кері қайтар жолды білмеді. Өз іздерін түнгі боран жауып тастаған. Жалғыз Бағдар, Мұхтар мен Уәлиханның солтүстікке қарай ұзап бара жатқан іздері ғана қалды. «Оны осында тастаймыз» деп қарлығып бұйрық берді Қабан. «Жаралыларды сүйретеміз, ізбен жүреміз. Мына шал бір жерде тоқтау керек. Біз оны тұйыққа тірейміз». Ол өзін өзі алдады, және мұны бәрі түсініп тұрды. Бірақ жануарлық инстинкт алға жетелеп, қатып қалған аяқтарды жылжытуға мәжбүр етті. Ал Мұхтар оларды әу бастан жоспарлаған жеріне апарып жатты. Бұл жерді тіпті қақаған қыста да жергілікті аңшылар айналып өтетін. Өлі батпақ. Екі төбенің ортасындағы ойпатта жатқан үлкен саз. Жазда шыбын шіркей құжынаған. Өтуге болмайтын ми батпақ. Қыста ол қатып қалғанымен, су астындағы бұлақтар мен түбінен шығатын жылы газдардың әсерінен мұз мұнда біркелкі қатпайтын. Адамды алдап,
кегіс болып көрінетін аппақ қардың астында жұқа мұзбен қапталған жұлымдар жасырынып жатты. Ол қоянның салмағын көтергенімен, ауыр жарақтанған адамды көтере алмайтын еді. Мұхтар мен Уәлихан батпақтың шетіне жетті. Мұхтар тоқтап, пышақпен ұзын, әрі мықты сырық кесіп алды да інісіне ұсынды. Көлденеңінен алдыңа ұстап жүр. Дәл менің ізіме бас. Бір қадамда бұрылушы болма. Мен мұндағы әрбір соқпақты білемін. Бірақ батпақ тірі, мұз күн сайын өзгереді. Ойылып кетсең, сырық жылымның көлденеңінен тұрып қалады да, суға батуға жол бермейді. Олар аппақ үнсіздікті кесіп өте бастады. Уәлихан табанның астындағы беттің опасыздана серпіліп тұрғанын сезіп, демін ішіне тартып келе жатты. Оған шыңыраудың үстіне керілген арқанмен жүріп келе жатқандай көрінді. Бірақ Мұхтардың тәжірибесі мінсіз еді. Ол қар жамылғысын ашық кітаптай оқып, мұздың мықты жерлерін жаңылмай анықтап, күмәнді шұңқырлар мен сарғайған қар бар тұстарды айналып өтіп отырды. Олар аман есен қарсы жағалауға жетіп, үйіліп жатқан қойтастардың тасасына тығылды. Қуғыншылар көкжиектен көрінгенше күтіп, Мұхтар қайтадан мылтығын қолын алды. Қабанның жасағы батпақтың шетіне 2 сағаттан кейін жетті. Олар кірі өліктердің шеруіне ұқсайтын. Беттерін үсік шалған, көздері шүмірейіп кеткен, қимылдары механикалық. Қарсы жағында жартастар көрініп тұрған, алдындағы үлкен кегіс қарлы даланы көргенде, Қабан мүмкін болған ең жаман шешімді қабылдады. Төте жол, деп қарлығып, алға нұсқады. Іздер тіке кетіп жатыр, тез жүреміз. Ана жақта, тастардың арасында желден паналаймыз. Алға. Олар су астындағы бұлақтар туралы білмеді. Қардың түсін оқи алмады. Ашық алаңнан тезірек өтіп, өңменнен өтетін желден жасырынуды көздеген олар, кегіс емес тізбекпен алға жылжыды. Мұхтар көздеуіштен қараттырды. Ол адамдарды көздеген жоқ. Көздеуішті топтың ортасында сүйретіліп келе жатқан шведтен 10 метрдей алдағы қар бөлігіне бұрды. Оқ атылды. Оқ қар астындағы жұқа мұзға тиді. Бұл дыбыс қарақшыларды инстинкті түрде селт еткізіп, қадамдарынан жаңылсып, ара қашықтықты бұзуға мәжбүр етті. Швед ат сызығынан шықпақ болып, артқа шегінді де, Мұхтар салған қауіпсіз соқпақтан ауытқып, оңға қарай бір қадам жасады. Оның ауыр бәтеңкесі қарға батып кетті. Кенеттен шыққан жиіркенішті сықыр. Швед тіпті айғайлап та үлгермеді. Мұз қабығы сол сәтте үгіліп кетті. Ол кеудесіне дейін қап-қара, денені қаритын мұздай суға құлап түсті. Ауыр қысқы күртешесі мен оқ дәрі салынған кеудешесі оны су түбіне тартты. «Құтқарыңдар!» деп жанұшыра айғайлады ол. Ойыққа түсіп барақталап, қолмен мұздың шетіне жармасқанымен жұқа мұз үгітіліп, кіреу беруден қалды. Оның артынан келе жатқан жауынгер бейсаналы түрде оған қарай ұмтылды. Тым жақын келіп қалды. Мұз шыдамады. Тағы да сықыр. Екіншісі де суға беліне дейін батып, жылымның шетінен жанталаса ұстап қалды. «Орныңда тұр!» деп айғайлады Қабан, миналанған алқапқа түскендерін түсініп. «Артқа, қарға жатыңдар, салмақты тең бөлімдер!» Батпақтағы үрей шегіне жетті. Қарақшылар артық қимыл жасауға қорқып, мұз үстіне құлай кетті. Ал екі серіктері мұздай суда жанұшыра барақталап жатты. Мұндай температурада су қышқыл сияқты сезілетін. Бұлшықеттерді қатырып, тыныс алуды тоқтатып, дененің жылуын сұмдық жылдамдықпен сорып алатын. Олар автоматтарының белдіктерін сынып, Шведті шығарып алуға тырысты. Бұған 10 минуттай уақыт кетті. Швед пен екінші жауынгерді қатты мұздың үстіне әрең сүйреп шығарғанда, олардың өмір сүруге шамасы қалмаған еді. Қақаған аязда ылғал киім көз алдарында қатып, бүгілмейтін қатты сауытқа айналды. Олар қозғала алмады. Денелерінің қалтырағаны соншалық, тістерінің сақылдағаны ондаған метр жерден естіліп тұрды. «Осында от жағыңдар!» деп айғайлады Қабан, ақылынан мүлдем адасып. «Күртешелерінде өртендер, бәрін өртендер!» Бірақ мұзды желде дымқыл матаны тұтандыру мүмкін емес еді. Швед мұз үстінде жатты. Оның беті көгеріп кеткен болатын. Ол сұр аспанға қарап жатты. Ал жанарындағы өмір сөніп бара жатты. Суық адамды тез әрі аяусыз өлтіреді. Қабанның жасағының қалдықтары жеңіліс тапты.
Тікелей ұрысқа түспей-ақ тағы 2 адамнан айырылды. Олардың 7-еуі ғана қозғалуға қабілетті қалды. Егер қарсыласуға ерік-жігері қалмаған, үсік шалған, қажыған адамдарға бұл сөзді қолдануға болса. Олар енді ешкімді өлтіргісі келмеді. Олардың бар тілегі осы тозақтан тірі шығу ғана еді. Оларды осында қалдырамыз, деді қабан, үні қарлығып, үсік бара жатқан шведтен теріс айналып. Жартасқа қарай жүреміз. Кімнің шамасы жоқ, осында қалады. Олар серіктерінің денелерін артта қалдырып, қарсы жағалауға қарай сүйретіле жөнелді. Бұдан өткен жамандық болуы мүмкін емес. Түпсіз тұңғиыққа жеттік деп ойлады. Бірақ тайға олар үшін соңғы қойылымын дайындап қойған еді. Мұхтар мен Уәлихан жартастардан кетіп, 2 тік тас қабырғаның ортасындағы қысыңқы, өтуге болмайтын қалың шатқалдың ішіне кіріп кетті. Тұйық, табиғи тас қапшық. Мұхтар білді. Қарақшылар желден пана іздеп дәл осы жерге келеді. Мұхтар көке, біз өзіміз тұйыққа тіредік қой, деп сыбырлады Уәлихан, түнеріңкі қабырғаларға қарап. Егер олар осында кірсе, бізге шегінерге жол жоқ. Біз шегінбейміз, балам. Мұхтар жолдыр басынан, қорларынан қалған шикі еттің кесегін шығарып, шатқалдың ортасындағы қарға тастады. Сосын пышағын алып, алақанын тіліп жіберді. Бірнеше тамшы ыстық қан аппақ қарға тамып, оны лезде қып қызыл түске бояды. Қалың ну бәрін өзі реттейді. Мұхтар қолын таңып алды да, олар тік беткеймен жоғары көтеріліп, шатқалдан 10 метрдей биіктіктегі табиғи тас кенереге жайғасты. Бұл жерден бүкіл аңғар алақандағыдай көрінетін. Қанның иісі, деп ақырын түсіндірді Мұхтар, төменге қарап. Мұндай қақаған аязда жыртқыштар аш болады. Жас қанның иісі желмен бірнеше шақырымға тарайды. Ал мына қалалықтар арттарынан қанды із қалдырды. Шулады, автоматтан оқ жаудырды, айғайлады. Оятуға болмайтындарды оятты. Жарты сағаттан соң қабанның жасағының қалдығы шатқалға кірді. Аяқтарын әзер сүйретіп жеткен 7 адам тас қапшыққа енді. Суық жартастарға сүйеніп, қарға сырғып түсті. Тіпті күзет қоюға да шамалары қалмады. Қабан басын қос қолдап ұстап отырды. Оның қорқынышқа негізделген империясы қылады. Ол былғары күртеше киген, үсіп қалған еттің кесегіне ғана айналды. Мойнындағы алтын алқа, оның кеше ғана кім болғанын еске салатын жалғыз ғана зат еді. Сол кезде шатқалдың тыныштығын бір дыбыс бұзды. Мергеннің оғы емес, ағаштың сықырлаған емес. Ауаны дірілдеткен төмен, тыншыққан арыл. Дыбыс тас қапшықтан шығатын жалғыз жол тар өткел жақтан шықты. Қабан басын баяу көтерді. Қорқыныштан шарасынан шыға жаздаған көздері қоюланып келе жатқан ымыртқа қадалды. Ағаш діңдерінің арасында өткелді жауып, сұр көлеңкелер сырғып жүрді. Көп. Олар дыбыссыз қозғалып, қалжыраған адамдарды тығыз қоршауға алып жатты. Қараңғылықта сары көздер күндізгі жарықтың қалдығын шағылстырып, жарқ-жұрқ етті. Қан мен әлсіздіктің иісіне еліткен қасқырлар үйірі өз олжасына келді. Бірақ бұл ем қорқыныштысы емес еді. Қалың нудан жуан бұтақтарды сіріңкедей сындырып, қар үстіне алып қара көлеңке шықты. Бұл қысқы ұйқыға жатпаған шатун аю еді. Жаңа тамызған қанның иісімен құлақ тұндырған оқ дауысы оны өз апанынан қуып шыққан болатын. Алып әрі аш жыртқыш. Ол артқы аяқтарына тік тұрып, үрей мен жас қанның иісін танауымен тартты. 2,5 метрлік тірі ашумен аштық. Қатып қалған саусақтарымен қауқарсыз, автоматтарын қысып ұстаған қала қарақшылары ақыры түсінді. Қалада олар хандар еді, өмірдің қожайыны болатын. Ал мұнда, Алтайдың түкпірінде, олар жай ғана жемтікке айналды. Шатқалдан шығар жолды көлегейлеген алып қара бейне қорқынышты түстің нағыз өзіндей көрінді. Аю ырылдамады. Ол артқы аяғынан тік тұрып, бүрісіп қалған адамдардан 3 метрдей биік болып, мұздай ауаны ысқырықпен ауыр жұтып тұрды. Оның қанға толған кішкентай көздерінде ашу да, өшпенділік те жоқ еді. Тек аштық. Адамды есінен адастыратын шексіз аштық. Жыртқыш бойына май жинап, апанға жатып үлгермеген. Ол аштық пен суықтан баяу өлуге сотталған еді. Бірақ қазір
тайға оған сыйлық жасады. Мұхтардың жалған соқпақтарда қалдырған жас қанының иісі адам қорқынышының өткір, ащы иісімен араласып жатты. Қабанмен аман қалған 6 жауынгер мұзды жартастарға арқаларын тақап қатты да қалды. Тас қапшықтың аузы жабылды. Артта және екі бүйірде сырғанақ мұз жапқан тік гранит қабырғалар. Алдыда жарты тонналық тырнақ пен азу тіс. Ал аюдың артында ағаш көлеңкелерімен семісіп, қасқырлар үнсіз қозғалып жүрді. Қасқырлар үйірі асықпады. Қасқырлар ақылды тактиктер. Олар аюдың лас жұмысты атқарып, қорғанысты бұзатынын білді. Ал олар қашуға тырысқандарды ғана теріп жеуді күтті. Жылы жертөлелерде дәнекерлеуіш пен темір сойылмен күш көрсеткендер енді сал болып қалды. Олардың миы шындықты қабылдаудан бас тартты. Қолдарында қысып ұстаған Калашников автоматтары кенеттен түкке тұрғысыз ойыншық болып көрінді. 30 градус аязда қарудың майы қоюланып, тұтқыр шайырға айналды. Тоңған және сезімталдығын жоғалтқан саусақтар сақтандырғышты таба алмады. Бірінші болып қарақшылардың ең жасы шыдамады. Түнгі атыс пен батпақтағы жолдастарының өлімінен әбден бұзылған оның психикасы түбегейлі сыр берді. Түсініксіз, шыңғырыққа ласқан дыбыс шығарып, ол автоматын көтеріп, шүріппені басты. Автомат кезегі шатқалдың тыныштығын бұзды. Бірақ қатып қалған май мен дірілдеген қолдардың кесірінен қару селкілдеп, ұңғысы жоғары кетті. Оқтар аңның басынан биіктегі гранит жартастан ұшқын шашыратып, қарға тас қиыршықтарын төкті. Құлақ тұндыратын гүрсіл тар шатқалдың қабырғаларында сан рет жаңғырып, құлақ пердесін жарды. Бұл орны толмас қателік еді. Жабайы табиғатта қатты дыбыс жыртқышты үнемі қорқыта бермейді. Ал мына аш аюды ол тек ашуландырды. Аю сол сәтте 4 тағанына түсті. Қала тұрғынына аю ебе дейсіз, баяу қозғалатын тіршілік иесі болып көрінеді. Шын мәнінде, қысқа қашықтықта бұл жыртқыш бәйге атының жылдамдығымен жүгіре алады. Аш аю оқ атқан адамға дейінгі қашықтықты 2 секундта басып өтті. Ешкім тіпті оқтықты тартып үлгермеді. Ал табанның соққысы жас қарақшының кеудесіне тиді. Бұл соқтығыстың дыбысы ауыр жүк көлігінің дөңгелектерінің астындағы құрғақ бұтақтардың сықырлауына ұқсады. Жауынгер бірнеше метрге ұшып кетіп, арқасымен жартасқа соғылып, қарға сырғып түсті. Оның автоматы майысқан доғадай болып бір шетке ұшып түсті. Жігіт енді айғайламады. Соққы өлімге әкеліп, оның тынысы сол сәтте тоқтады. Сап бұзылды. Қалған 5 қарақшы мен қабан жан-жаққа бытырай қашты. Өзін өзі сақтау инстинкті барлық бағыну мен қылмыстық түсініктердің қалдықтарын өшірді. Әркім тек өз басын ғана құтқарып жүрді. Қарақшылардың бірі жыртылған былғары күртеше киген ірі денелі еркек, қансыраған жалан саусақтармен тастардың шығыңқы жерлерінен ұстап, мұз қатып қалған беткеймен жоғары өрмелеуге тырысты. Ол 2 метр биіктікке көтерілгенде аяғы тайып кетті. Ол тікелей қарасынан шығып тұрған сүйір жартастың сынығына құлап түсті. Тұншыққан соққы естілді. Қарақшы мұздай ауаны қармана жұтып бұлқына бастады. Қабан жануарларға тән айлакерлік танытып, бұрын байқаған жартастағы таяз қуысқа қарай ұмтылды. Тастағы тар жыра. Онда тек бір адам ғана сия алатын еді. Ол иықтарын қатты гранитке сырып, соған қойды да кетті. Бұрылып, алдына тапанша пулеметінің ұңғысын кезей ұстады. Ол дірілдеп тұрды. Таңертең ғана тәкаппар қатыгездікті білдірген жүзі үрей бетпердесіне айналды. Көздері жасаурап, еріндерін қан шыққанша тістеп алды. Осы уақытта бірінші құрбанын жайратып салған аш аю алып басын аласырып жүрген адамдар жаққа бұрды. Оның назарын тайып пұлап, қолынан түсіріп алған помпылы мылтығына жетуге тырысып, қар үстінде 4 тағандап жорғалап бара жатқан қарақшы аударды. Жыртқыш ауыр қадаммен соған қарай жылжыды. 10 күндік биіктікте тас кенеренің үстінде жатып, Уәлихан демалуды ұмытып, бұл қырғынды бақылап жатты. Асқазаны түйіліп, тамағына лоқ су тығылды. Ол кеше ғана өзін тірдей көмемін деп қорқытқан адамдардың дәрменсіз олжаға айналғанын көрді. Мұхтар қасында жатты. Тынысы бір қалыпты және терең. Ол қарудың оптикалық көздеуішінен қарап жатты, бірақ шіріппені басуға асықпады. Саусағы тек
шіріппе тұтқасының металын жұмсақ сипап қойды. Мұхтар көке, деп Уәлихан әрең естілетіндей тек еріндермен ғана сыбырлады. Төмерде болып жатқан оқиғадан көзін ала алмай. Аң олардың бәрін бөлшектеп тастайды ғой. Біз мұнда не істеп жатырмыз? Олар алданып жатқанда біз кетіп қала аламыз ғой. Бәрі біткен соң кетеміз, деп жай ғана жауап берді Мұхтар, көзін көздеуіштен алмай. Егер аң олардың көзін тым тез құртса, қабан өз інінде аман қалуы мүмкін. Ал ол мына жыланның басы. Басы аман қалса, жаңа дене өсіріп бізді қайта іздеп келеді. Қалың оны әбден қалжыратуы керек. Төмендегі жағдай жаңа бағыт алды. Мылтыққа қарай жорғалаған қарақшы ақыры оны ұстап алып шалқасынан аударылды да, қорқыныштан дірілдеген қолдармен ұңғысын жақындап келе жатқан аюға бағыттады. Егер ол оқ атып, аш аюды өлтірсе, немесе ауыр жараласа, шатқалдағы күштер балансы өзгеретін еді. Тірі қалғандар есін жинап, бірігіп, қасқырлар қоршауынан бұзып өтуге тырысар еді. Мұхтар демін баяу шығарды. Оның денесі қатты да қалды. Оқтың шарт еткен құрғақ дауысы аязды ауаны тіліп өтті. Оқ адамға да, аңға да тиген жоқ. Ол дәл қарақшының қолында қысылған помпылы мылтықтың оқталатын бөлігіне тиді. Қару селкілдеп, қатып қалған саусақтардың арасынан жұлынып шығып, ұңғысы майысып, механизмі сынған күйі қарға ұшып түсті. Қарақшы бос қалған қолдарына қарап, жан шыра айғайлады. Көзін көтеріп, аюдың жанарымен қиылысты. Оқтың даусынан бір сәтке тоқтап қалған аш аю тайтадан алға жылжыды. Адам басын қолдарымен жауып, көзін тарс жұмды. Аң бар салмағымен үстіне құлады. Айғай кілт үзіліп, сұмдықпен аяқталды. Тірі қалған үш қарақшы қабанды есептемегенде ештеңе түсінбеді. Шығар жол жоқ. Бір жағында аю, екінші жағында қолдағы қаруды ұшырып түсіріп, қорғануға мұрша бермейтін, көзге көрінбейтін мерген. Ал шатқалдың аузында кезектерін сабырмен күтіп қасқырлар отырды. Сұр, қимылсыз, сары көздері оттай жанған қасқырлар. Үрейден есінен адасқан қарақшылардың бірі автоматын қарға тастай салып, бұрылды да шатқалдың аузына қарай тұра жүгірді. Тура сұр көлеңкелерге қарай. «Жүгірме!» деп қарлығып айғайлады артынан серігі. Бірақ дауысы желдің өліне жытылып кетті. Жабайы табиғатта қашу нақты белгі. Қашты ма? Демек ол құрбан. Қарақшы орнынан тұра сала, үйір қозғалысқа түсті. Қасқырлар ырылдамады да, үрмеді де. Олар қорқынышты дәлдікпен шабуылдады. Екі ірі арлан алдын орап шықты. Біреуі жүгіріп келе жатып, қарақшының тізесінің астынан кеудесімен ұрып, құлатып түсірді. Адам етбетінен қарға құлады. Екіншісі, сол сәтте оның қолынан тістеп, қалың бұлғары күртешеден өліспей беріспестей қатты жабысты. Қарақшы бос қолмен ұрып соғып айғайлады. Бірақ оған қалғандарда жетіп үлгерді. Үйір бір тұтас механизмдей бірігіп қимылдады. Бірнеше секундтан кейін айғай тұншыққан қырылға ұласты. Содан кейін қорқынышты мұздай тыныштық орнады. Уәлихан жартастың шетінен теріс айналып, маңдайын суық тасқа басты. Оны қатты қалтырау биледі. Ол жоғары жаза сот, түрме, немесе тым құрғанда қарақшының оғы болатын әлемде өскен еді. Олар да адам ғой, Мұхтар көке, деп сыбырлады Уәлихан, бетінен ыстық жас домалап, аязда лезде суып жатқанын сезіп. Олар қандай болса да, бұл тым қорқынышты. Мұхтар мылтығын баяу түсіріп, інісіне қарады. Жанары ауыр, бірақ қатыгездіксіз. Олар мұнда менің үйімді өртеп, сені өлтіруге келді, деді Мұхтар ақырын. Қалың нуға өз заңдарын, мықтының құқығын алып келді. Қалың ну оларға өз тілдерінде жауап берді. Бұл майданды олар өздері таңдады. Төменде шатқалда ауыр, еңсе езетін тыныштық орнады. Аш аю бірінші аштығын басып, олжасын жартастың етегіндегі қалың бұталардың арасына ауыр демалып сүйреп әкетті. Ол кетуге ниетті емес еді. Етті қасқырлардан қорғап, бірнеше күн бойы жеуді жоспарлады. Шатқалдың аузында өз үлестерін алған қасқырлар да аумақты тастап кетуге асықпады. Айналаға жайғасып,
Қимылсыз және сабырлы күтті. Олар күтті. Олар тас қапшықта әлі де тірілер бар екенін білді. Тірі қалғандар үшеу еді. Төніп тұрған тас қалқаның астына тығылған екі жауынгер және өз тар ініндегі қабан. Күн көкжиектен толықтай батып, ұзақ, аяусыз Алтай түніне орын берді. Ауа райы күрт төмендеп, 35 градус аязға жетті. Аяз қолмен ұстауға болатындай тығыздық пен салмаққа ие болды. Ауа әр демалған сайын өкпені қарып, жарылған еріндерден қатып қалған қанның түйіршіктерін түкіртіп жөтелтетін. Қабан тізесін иегіне дейін тартып, тас інінде отырды. Оның еуропалық жеңіл қысқа арналған қымбат жылы киімі мен күртешесі. Алтайдың суығына төтеп бере алмады. Мата мұздап, фанера сияқты қатты болып кетті. Аяқ саусақтары баяғыда сезімталдығын жоғалтқан. Ол оларды қимылдатуға тырысты, бірақ тек доғал, ағаштай ауырлықты ғана сезді. Толық бақылауға үйренген қылмыстық серкенің психикасы бұзыла бастады. Қараңғыда желдің өлімен тойлап жатқан үйірдің жан түршігерлік дыбыстарының астында қабан шынайылықпен байланысын үзе бастады. Оған өзі әлі де Мәскеуде, өзінің брондалған мерседесінде отырғандай көрінді. Бұйрықтарды күбірлеп, біреудің аяғын сындырамын деп қорқытып, жоқ серіктестермен пайыз үшін саудаласты. Содан кейін елес сейіліп, мұздай шындық төбесінен ұрды. Ол өліп бара жатқанын түсінді. Бәсекелесінің оғынан емес, әлемнің шетіндегі лас тас тесікте, өз зәрімен қорқынышына малшынып, қатып бара жатты. «Ей!» деп кенеттен даусын қарлықтыра, қараңғылыққа айғайлады қабан. Айғай жартастарда жаңғырып, қасқырлардың құлағын түруге мәжбүр етті. «Мерген, шал! Мен сенің сонда екеніңді білемін. Сенің естіп тұрғаныңды білемін». Мұхтар кенереде қалт еткен жоқ. Қалың жүн көрпе жамылып, денесінің жылуын сақтап жатты. Қасында жатқан Уәлихан бұл айғайдан селк етті. «Келсекші», деп жалғастырды. Қабан жан ұшыра айғайлап, даусында истерика байқалды. «Қанша қалайсың?» «100 000, 200, бәрін беремін. Студент бос, қарыз кешірілді, ант етемін». «Сөзінді беремін. Кек мені мына жерден алып шықшы, аңдарды кетірші, маған шығуға көмектесші». Қалың ну үнсіздікпен жауап берді. Кек мұздай желдің екпіні қатып бара жатқан қарақшының бетіне бір уыс тікенекті қашчар лақтырды. «Естимісің мені, кәрі шал?» Қабанның даусы шыңғырыққа ұласты. «Мен қабанмын. Бүкіл Алтайдың жартысы менің астында. Мен сені жердің астынан болса да тауып аламын. Сенің туыстарыңды түп тамырмен жоямын. Мен...» Қоқан лоққысы құрсулы жетелге ұласып тыншығып қалды. Суық оның өкпесін болат қысқашпен қысқандай болды. Ол түсінді. Ешкім жауап бермейді. Ешкім келмейді. Оның ақшасы, беделі, қатыгездігі бұл жерде көк тиынға да тұрмайтын еді. Олар от жаға алмайды. Қасқырларды қуа алмайды. Қатып бара жатқан қанды жылыта алмайды. Қабан өмірінде бірінші рет жалғыз қалғанын сезінді. Тас қалқаның астындағы екі жауынгер айғайлауға да тырыспады. Бір-біріне тығылып, бір тамшы жылуды сақтап қалуға тырысты. Бәрі бекер еді. Керден су болған киімдері мұз сауытқа айналды. Түн ортасына таман олардың қалтырауы басылды. Бұл ең қорқынышты белгі еді. Ағза барлық резервтерін сарқып, шеткі жүйке жүйесін өшіре бастаған. Олар енді қайтып оянбайтын терең, тәтті үсік ұйқысына кетті. Түн шексіз созылды. Кенереде жатқан Уәлихан ішінде бұл ауыр сынақ болды. Жылы киімі мен Мұхтардың кеңестеріне қарамастан, суық күртешенің астына еніп, әрбір саңылауды, әрбір дұрыс жалынмаған жерді тауып алды. Бірақ физикалық қолайсыздық оның басында болып жатқан дүниелермен салыстырғанда түк емес еді. Төменде қараңғыда адамдар өліп жатты. Қорқынышты, баяу, өз ажалын сезіне отырып өліп жатты. «Ұйықта», деп ақырын бұйырды Мұхтар інісінің қалтырап жатқанын байқап. «Ертең бізге күш керек болады». «Ұйықтай алмаймын, Мұхтар көке. Көзімді жұмсам болды, аю жұлмалап тастаған әлгі жігітті көремін». «Бұл өтеді, ұйықта». Таңға қарай жел басылды. Шығыстағы аспан баяу ағарып, салқын, бозғылт көк және қызғылт түстерге бояла бастады.
Ауа райы шекті нүктеге -40-қа жетті. Ағаштар біреу алып құрғақ сүйектерді сындырып жатқандай сықырлап жатты. Қабан көзін ашты. Кірпіктері қыраудан жабысып қалған. Кеудесінен төменгі жағын мүлдем сезбей қалды. Күртешесінің ішіне керен тыққан қолдары бүгілмейтін ілгектерге айналған. Еріндерін қимылдатуға тырысты. Бетіндегі тері пергамент сияқты тартылып қалған. Тас қалқа жаққа қарады. Оның екі жауынгері табиғи емес қалыпта отыр. Үстерін жұқа қырау басқан. Өлі. Тіршілік белгісінің жоқтығын сезген қасқырлар сықырлаған қарды ақырын басып, қатып қалған денелерге жақындап қалған екен. Аю көрінбеді. Аш аю құрсағын тойдырып, құлаған қарағайдың тамырларының астындағы керем шұңқырға кіріп, қалған олжасын күзете отырып, ауру ұйқыға кеткен еді. Қабан бәрін түсінді. Бұл соңы. Інінде қалса, 1 сағаттан кейін өледі. Жүрегі томып тоқтап қалады. Шатқалға шықса, қатып қалған мәйіттерді жеп бітіріп, енді оған жалақтап қарап тұрған қасқырлар жұлмалап тастайды. Сөніп бара жатқан санасында соңғы ұшқын, жануарлық, жанталасқан шешім пайда болды. Ол егеу құйрық сияқты қуысқа тығылып өлуді қаламады. Қозғалыста өлуді қалады. Қабан бүгілмейтін қолдарын күртешесінің астынан әрең шығарды. Бір қолмен ауыр әскери пышақты қысып ұстады. Саусақтары бағынбады. Ол жай ғана астарының жатылған бір бөлігімен тұтқаны білегіне орап, күйінді тісімен тартты. Тістерінің сақылдағаны соншалық, күйінді тартпас бұрын ернін 2 рет қан шыққанша тістеп алды. Басын көтеріп, 10 метр биіктіктегі тас кенерені көрді. Көтеріліп келе жатқан күн сәулесімен ол әзер байқалатын қозғалысты көрді. Онда біреу бар еді. Онда оның әскерін тікелей шайқасқа түспей-ақ құртқан әлгі шал бар еді. Ыстық әрі ұлы өшпенділік бір сәтке тамырындағы мұздаған қанды қыздырып жіберді. Ол түсінді. Жалғыз жол жоғарда. Мұз қатқан тік жартаспен. Онда өз жендетіне қарай томып қалжыраған адам үшін бұл физикалық тұрғыдан мүмкін емес еді. Бірақ ессіздік күш берді. Қабан қарлығып ырылдап, бағынбайтын денесін қуыстан сыртқа лақтырды. Қасқырлар лезде жауап қатып, оған қарай бірнеше қадам жасады. Бірақ қарақшы оларға назар аудармады. Ол кенереге апаратын қабырғаға ұмтылып, қолына оралған пышақтың жүзін гранитті жапқан мұз қабыршағына қадады. Кенереде жатқан Мұхтар мылтықтың оқтығын баяу тартты. Механизмнің сыртылдауы таңғы тыныштықта анық әрі айқын естілді. Бұл дыбыстан оянған Уәлихан төменге қорқынышпен қарады. Ауырсыну мен кернеуден ырылдап, аппақ мұзда үсіген саусақтарының қанды ізін қалдырып, қабан өзінің мүмкін емес өрмелеуін бастады. Оның әйнектей, өлім алдындағы ашуға толы көздері Мұхтарға тіке қарап тұрды. Үйірінен, қаруынан және билігінен айырылған қала жыртқышы өзінің соңғы шайқасына шықты. Қабан жоғарыға қарай өрмеледі. Бұл физика мен ақылға қонымсыз еді. Бұлшық еттері баяғыда мұз боп қатқан, үсіп қалжыраған адам тартылыс күшімен тік жартасқа қарсы шықты. Ол білегіне оралған пышақтың жүзін граниттің жарықтарына қадап, ақ мұздың үстінде жалпақ қара із қалдырып, жансыз денесін жоғары тартты. Ауыр, үзік-үзік ысқырықпен оның өкпесінен шыққан демі қалың буға айналды. Оның жанарында енді сана қалмады. Онда тек өз жауын өзімен бірге ала кетуді көздеген, бұрышқа қамалған жыртқыштың ашуы ғана ұшқындады. Кенереде жатқан Уәлихан қарға жабыса түсті. Оны қатты жүйке дірілі биледі. Ол қарақшының қисайған, көгерген бетін көрді. Оның жанарындағы тұманды көрді. Екеуінің арақашықтығы қысқарып келе жатты. Қабан 1 метрді, сосын 2-сін еңсерді. Оның аяздан ісініп, қарайып кеткен саусақтары жалғыз тісті дөңгелегі кептеліп қалған механизмнің қасарысуындай тасты тырналады. Мұхтар көке, ат! Уәлиханның даусы үмітсіз сыбырға ұласты. Ол қазір шығып келеді ғой. Ат! Мұхтар қалт етпеді. Ол мылтықтың оптикалық көздеуішіне қарап, баяу көтеріліп келе жатқан бейненің соңынан ұңғыны бір қалыпты бағыттап отырды. Саусағы шүріппеде жатқанымен, буыны босаңсыған күйі қалды. Қара, деді Мұхтар. Сөздері таңғы желдің өлінен әрең естіліп.
Ол жете алмайды. Мен оған оғымды шығындамаймын. Қабан тағы жарты метр көтерілді. Кенереге дейін 6 метрдей қалды. Ол пышақты мұзға қайта қадау үшін қолын көтерді. Бірақ адреналиннің соңғы тамшысымен жұмыс істеп тұрған оның ағзасы кенеттен сарқылды. Суықтан бұзылған жүйке жүйесі бұлшықеттерге сигнал беруді тоқтатты. Пышақ ұстаған қолы ауада жансыз салбырап қалды. Қабан бетін мұзды тасқа басқа күйі қатты да қалды. Ол көзін жоғары көтерді. Сол бір сәтте оның жанары Мұхтардың жанарымен қиылысты. Осы бір қысқа сәтте ессіздік кейін шегінді. Қабан түсінді. Мерген оқ атуға ниетті емес. Мерген жай ғана бақылап отырды. Пышақты қолға ораған астардың матасы ауыр дененің салмағына шыдамай сыртылдап үзіліп кетті. Қабан төмен құлады, үнсіз құлады. Тас қапшықта тоңған жерге соғылған тұншыққан ауыр гүрсіл естілді. Қарақшы аяғын табиғи емес қалыпта қайырып алып, қар астында жасырынған қойтасқа соғылып, шалқасынан құлады. Ол қозғала алмады, қолын көтере алмады, тіпті басын бұра алмады. Оған қалған жалғыз нәрсе таңғы бозғылт көк аспанға қарап, тыныштықта жақындап келе жатқан бөтен табандардың астындағы қардың сытырлаған дыбысын тыңдау еді. Құлау дыбысы белгі болды. Шатқалдың шетінде сабырмен күтіп тұрған қасқырлар қозғалысқа түсті. Қасқырлар асықпай жақындады. Олар олжаның сынғанын сезді. Қырау басқан қалың жүні бар үйірдің ірі басшысы бірінші болып келді. Ол қабанның бетінен 2 қадам жерде тоқтап, ақылды, қимылсыз сары көздермен оған тесіле қарады. Сол сәтте қылмыстық серкенің көз алдынан бүкіл өмірі өтті. Мәскеудің қымбат мейрамханалары, $100 купюралардың бумалары, қарыздар адамдардың көзіндегі қорқыныш, шетелдік көліктердің бұлғары салондары, білегіндегі алтын сағат. Мұның бәрі мағынасыз қоқысқа айналды. Нағыз шындық тек осы сары көздер, жабайы аңның иісі мен ажалдың мұздай тынысы ғана еді. Қабан айғайлауға тырысты, бірақ оның тамағынан тек аянышты, үзік-үзік қырылғана шықты. Сұр көлеңкелер оны жауып қалды. Уәлихан көзін тарс жұмып, құлағын қолмен жауып, теріс айналды. Төменнен естілген дыбыстарды естігісі келмеді. 1 сағаттан кейін күн көкжиектен толық көтерілді. Ауа райы 42 градус аязда қатып қалды. Ауа аяздан шынылдап тұрды. Шатқалда қайтадан тыныштық орнады. Қасқырлар аштығын басып, осында ешқашан болмағандай орман ішіне дыбыссыз сіңіп кетті. Ашаю тіршілік белгісін білдірмей, өз шұңқырында ұйықтап жатты. Тас қапшық осында қарумен келген 12 адамның мұзды қабіріне айналды. Мұхтар баяу орнынан тұрып, киіміндегі қарды қағып, мылтығын арқасын асты. Бәрі бітті, деді ол, тоңып қалған інісіне қарап. Затыңды жина, кетуіміз керек. Біз қайда барамыз, Мұхтар көке? Уәлихан қатып қалған еріндерін әрең ажыратты. Қыстау өртенді, кері қайтар жол жоқ. Орман үлкен, Мұхтар жолдорбасының бауын жөндеді. Солтүстікке қарай 70 шақырым жерде менің жасырын қыстауым бар. Онда отын, жарма, оқ дәрі қоры және темір пеш бар. Жалқауланбасақ 3 күнде жетеміз. Қысты сол жерде өткіземіз, ал көктемде көре жатармыз. Олар қорқынышты шатқалды кең доға бойымен айналып өтіп, жотаның екінші жағымен төмен түсті. Уәлихан көкесінің ізімен дәл басып жүріп келе жатты. Бірақ енді оның жүрісінде қалалық ебедейсіздік жоқ еді. Бастан кешкен сұмдық оның бойындағы дейаңқау студентті күйдіріп жіберді. Ішінде берік, суық діңгек пайда болды. Ол енді орманнан қорықпады. Ол орманның тілін түсіне бастады. Қыстауға дейінгі жол Уәлихан үшін нағыз төзімділік сынағы болды. 3 күн бойы олар шексіз қарлы даламен жүріп, шіріген бұтақтардың арасынан өтіп, шырша бұтақтарын жамылып, от басында түнеді. Аяз әбден қалжыратты, аштық сезімдерін тұтқырлады. Бірақ Мұхтар інісіне 1 минутқа да босаңсуға жол бермеді. Ол оған қоянға тұзақ құруды, ағаш қабығы мен жұлдыздар арқылы бағдар жасауды, тамағын қатырып алмайтындай етіп, қардан су алуды үйретті. Аялдамаларда аяқты үстіп алмас үшін шұлғауды қалай дұрыс кептіру керектігін, астында
жылым жасырынған қауіпті жұқа мұзды қалай тану керектігін көрсетті. Олар ғасырлық қарағайлардың арасында мықты жасырылған, жартылай жерге қазылт салынған кішкентай ағаш үйшікке жеткенде, Уәлихан өзін қайта туғандай сезінді. Жанған пеш оған жер бетіндегі ең үлкен ғажайып болып көрінді. Ал сүреттен жасалған ыстық сорпа өміріндегі ең дәмді тамақ болды. Ұзақ алтай қысы басталды. Сыртқы әлемнен толықтай оқшауланған айлар Уәлиханды танымастай өзгертті. Ол физикалық тұрғыдан ширап, иықтары кеңейіп, жанарында сабырлы, салмақты сенімділік пайда болды. Ол Мұхтардың жасырын қоймасында сақтаған ескі қос ұңғылы мылтықтан атуды, құну мен сілеусінің ізін оқуды, қалың нудым тынысын тыңдап, күні бойы үнсіз жүруді үйренді. Қолдары қатайып, қимылдары үнемді әрі дәл бола түсті. $50,000 қарыз, қанжар деген қарақшы, қаланың қым-қуыт тірлігі, мұның бәрі енді алыс, түсініксіз түстей болып көрінді. Қаланың проблемалары ұлан-ғайыр орманның фонында құм түйешігіндей болып кішірейді. Орманға көктем тез келді. Қар қарайып, шөгіп, өзендер құлақ тұндыратын гүрсілмен мұз сауыттарын бұзып, арнасынан асты. Құстар орманды көп дауысты шумен толтырды. Уақыт келді, деді бір күні таңертең Мұхтар, қыстаудың есігіне шығып, жібіген жердің иісін жұтып. Жолдар құрғады. Сен адамдар әлеміне оралуың керек. Сенің орның сол жерде. Сен сабағыңды алдың. Енді қалың сені босатады. Олар ең жақын үлкен орман шаруашылығы ауылына дерлік бір апта жүрді. Ағаштардың арасынан үйлердің шатырлары мен электр желісінің бағаналары көрінгенде, Уәлихан тоқтап қалды. Оған өркениетке оралу қорқынышты болды. Ол жақта жалдамалы кісі өлтірушінің оғы күтіп тұр ма? Әлде қанжар оны ұмытып кетті ме, білмеді. Немесе қанжардың өзі баяғыда қара жердің қойнына кеткен болар. Ауылдың шетінде қабырғасында таксофоны бар қисайған дүкен тұрды. Уәлихан сатушыдан бір уыс жетон сатып алып, дірілдеген саусақтарымен университеттегі досының, қаладағы өзі сене алатын жалғыз адамның нөмірін терді. Гудоктар өте ұзақ созылды. Ақыры тұтқаны көтерді. «Алло!» деген ұйқылы дауыс естілді. Бұл Уәлихан, мен тірімін. Арғы жақта ауыр үнсіздік орнап, содан кейін қатты, жүйкелік күлкі естілді. «Уәлихан, бауырым, жарты жыл қайда жоғалып кеттің? Сені мұнда итпен іздеді, сосын шетелге қашып кетті, немесе өзеннің түбінде жатыр деп шешті. Мен алыстам, тымдаш қанжар. Не болды? Мені әлі іздеп жүр ме?» Досының даусы бірден байыттап, құпияр жартылай сывырға ауысты. «Сен білмейсің бе? Уәлихан, қыста мұнда сұмдық болды ғой. Қанжар енді жоқ. Оның империясы да жоқ». Уәлихан маңдайын телефон дүңгішегінің суық әйнегіне басты. Жүрегі бір қалыпты, қатты соға бастады. «Айт, білгеніңнің бәрін айт». Тісіне дейін қаруланған 12 қаншерден тұратын элиталық бригадасы мен қабанның жоғалып кетуі қаланың қылмыстық әлемі үшін нағыз шок болған екен. Олардың қайда кеткенін ешкім білмеді. Алтайға қарыз өндіруге кетіп, суға сіңгендей ғайып болды. Қоңырау да жоқ, денелер де жоқ, көліктер де жоқ. Ал қылмыстық әлемде әлсіздікті кешірмейді. Қанжардың басты соққы беруші күшінің жойылуын бәсекелестері шабуылға белгі ретінде қабылдады. Ең ақылға қонымсыз сыбыстар тарай бастады. Қабан құпия әскери базаға тап болды. Оларды арнайы жасақ жойды. Немесе олар жергілікті алтайлық дөкейлердің жолын кесті, деп айтылды. Бірақ нәтиже біреу ғана еді. Қанжар өзінің ең мықты жасағынан айырылып, қорғансыз қалған болатын. Мұны бәсекелестері бірден байқады. 96 жылдың қаңтарында оған қастандыр жасалды. Жаулары оның брондалған көлігін қаланың қақ ортасында жарып жіберді. Синдикат ұсақ бөлшектерге ыдырап, олар бірден бір-бірімен қақсып кетті. Кім екені белгісіз бір студенттің қарызы туралы ешкім есіне де алмады. Қарыз дәптерлері қожайынымен бірге өртеніп кетті. Ал талап қоя алатындар қалған мүлікті бөлісімен әлек болды. «Сен еркінсің, Уәлихан», деп аяқтады досы. «Орала берсең болады. Сені ешкімге тиіспейді». Уәлихан баяу тұтқаны қойды.
Көктемгі жарқыраған күн сәулесінен көзін сығырайтып, дүкеннің алдына шықты. Мұхтар жақын маңдағы ағаш орындықта асықпай темекісін бұрқыратып отырды. Ол інісіне қарап, оның жүзінен бәрін сөзсіз-ақ түсінді. Демек қалың, ну сенің қарзынды жауытты, деді кәрі аңшы сабырмен көкшіл түтін шығарып. Уәлихан көкесінің қасына отырды. Батпақты ауыл жолына, абыр-сабыр адамдарға, өтіп жатқан ағаш таситын көліктерге қарады. Адамдар әлемі оған енді түсінікті, әрі қарапайым болып көрінді. Қаланың қатыгездігі енді қорқытпады. Мен қалаға кетем, Мұхтар көке, деді Уәлихан нық дауыспен. Мен оқуымды аяқтауым керек. Өз өмірімді құруым керек. Бірақ сіздің маған үйреткеніңізді ешқашан ұмытпаймын. Оқы балам, өміріңді құр. Мұхтар сәл жымиды. Оның көздерінің айналасындағы әжімдер кереңдей түсті. Кек есінде болсын. Сендер ол жақта қандай биік ғимараттар салсаңдар да, сол бетонның бәрінің астында қара жер жатыр. Олар артық сөзсіз, еркектерше қысқа әрі қатты құшақтасты. Мұхтар бұрылып, арқасында мылтығы үйреншікті тыныштық күтіп тұрған орманға, шексіз тайғаға қарай аяңдай жөнелді. Ол бір ретте артына қарамады. 2 күннен кейін Уәлихан батысқа, шулы, қайнаған қалаға апаратын пойызға отырды. Ол вагонда керезеден өтіп жатқан Алтайдың шексіз кеңістігіне қарап тұрды. Ғасырлық шыршалардың қара түнек бейнелері оған ауыр бұтақтармен бұлғақ қалғандай болды. Орман өз құпияларын сақтады. Онда бір жерде, түнеріңкі тас шатқалда, өткен жылғы қылқан жапырақтар мен жаңа көктемгі шөптің қалың қабатының астында өздерін хандар санағандар мәңгілікке жатып қалды. Олардың сүйектері жердің бір бөлігіне айналды, есіндері жаттан өшірілді. Тайға құлаған ағашты, немесе өлі аңды қалай қорытса, оларды да ешқандай із қалдырмай жұтып қойды. Уәлихан қалаға басқа адам болып оралды. Университетті бітірді, өз кәсібін ашты. Ол ешқашан оңай жол іздемеді, және күш заңымен өмір сүретіндермен араласпады. Ал әрқашан шығар жол жоқ сияқты көрінгенде, ол көзін жұмып, мұздай желді, қарағайдың иісін және Мұхтар көкесінің сабырлы даусын есіне алатын.